Біреулерді мут қылып отырсың. Ассаламу алейкум ракету. Муслим, ақылтай қам қалай? Қалайсыңдар? Жақсы аман есен. Жақсы бол келгенің. Нұржан, сен 88 жылғысың ба? Иә. Шалдақсып сөйлеп Жақсы, ақылда келгенің дұрыс болды. Ақылтай менде бәріміз дегенменде қазақпыз ғой, иә? Бір нетпей, ұрсып керіспей. Мына муслим бауырымыз модератор болсын. Екеміз бір белгілі нәрселерге, регламентке келісіп ап, сенің ойыңды және менің ойымды тыңдап, сол мәселеде сөйлесіп көрейік. Қалай ойлайсың, Ақылтай? Бірінші мен сөйлесетін алдында айтайын деп жатқаным, толық түрде позициямызды білдіріп алсақ. Мен мысалы Ханафи мазхабының матурidi ақидасымын. Және мен просто сенімен сөйлескен кезде жалпы әлемді бекітемін ба, бекітпеймін ба, сен деистсің ба, жалпы атеистсің ба, соны біліп алайын дегенім ғой. Атеистсің, да. Соның кейін кім Ақылтай құжаттарға келісіп алсақ қалай болады екен? Келісіп алайық. Иә. Мысалы сен ChatGPT қолданасың ба, қолданбайсың ба, әлде қандай бізде негізі әйтпесе екі адам екі жақтың дәлелін қабылдамай тұрса, онда құжат вообще негізі диспут болмай қалады да. Сондықтан да менің құжатым сенде бір авторитеті болу үшін, сенің құжатыңның мен мойындалуым алуым үшін келісіп алайық құжатқа, иә? Келісіп. Иә. Бес сезім мүшесі, иә? Көру, есту деген құжат ретінде қабылдаймыз. Эмпириканы. Одан кейін ақылды. Эмпириканы. Құдайды танудың, құдайға жетудің, құдайды шындық деп қабылдаудың жолы эмпирика ма? Эмпириканы ақиқаттарды таба алатын идея негізінде құжат ретінде дегенім ғой. Оған қазір екінші енді келеміз. Құдайды танымау енді келеміз да, просто құжат, не құжат? То есть эмпириканы қабылдайық, одан кейін дедукцияны қабылдайық, иә? Қалай, келісесің ба? Ақылтай? Болады. Болды. Демек, эмпирика және не құжат болсын. Енді осы басқа құжат болмай қойсын да? Жақсы. Болды, келістік. И одан кейін Ақылтай, қалай қыламыз, регламент? Мен баян етейін, соңғы сен баян ет, одан кейін мен сұрақ қояйын, сен жауап бер, мен сұрақ қояйын, сен сұрақ қой, мен жауап берейін. Жоқ, біздің барын айтатынымыз белгілі ғой. Сен ақылмен құдайды тануға, өзің сенген дүниеге, сеніміңе бірдеңелерді алып келіп қоса бересің, өзіңе ыңғайсыз тұстарды қоспайсың, сондықтан сен эмпирикалық әдіске қалай жүгінетінін көргің келіп тұр. Сөйлей бер, мен сөйлемей ақ қояйын, сұрақ қояйын, сұраққа жауап берсең болды ғой. Болды. Одан кейін мен саған сұрақ қояйын ба? Қой бер. Болды, әдемі. Так, негізі енді қазіргі... Отырым да, мен микрофон жауып қойыншы. Болды, мен кейде сұрап отырам, я жоқ деп, просто я жоқ деп отырсам болды негізі. Ақылтай негізі қазіргі научный атеисттер енді бәрі мойындайды, то что әлем жаралған екен. Сол бұл позицияға қалай? Егер әлде мен әлемнің жарал екенін мойындады, дәлдейін ба? Әлде сен әлемнің жаралған жарайды мойындасам да, бірақ шығарылмайсың деген идеямен тұрасың ба? Жоқ, өзің эмпирикалық әдістермен құдайды танып көр. Жақсы. Біз енді айттық, екі жолды дәлел ретінде қарастырамыз деп. Не екенін айтып берші, мне кажется, сен білмейсің сияқтысың. Жақсы. Тыңдап ал енді. Жақсы, эмпирика мәселесіне сөйлесейік. Эмпирика мәселесінде біз енді екі нәрсені құжат қылып қабылдадық, біреуі дедукция дедік, біреуі хауасул хомса деп аталады. Эмпирика негізді кәдімгі материалды заттарды табу үшін бес сезім мүшесін қолданылады. То есть бұл шариғат тілінде хауасул хомса деп аталады. Енді мен қазір айтайын деп отырмын. Эмпириканың қолдана отырып, дедукция арқылы құжат ретінде, екеміз бекіттік қой, құжат екенін. Құжат ретінде Алланың бар екенін дәлелдейін деп отырмын. Мен мысалы айтам сізге. Бір төрт нәрсе бар, ол төрт нәрсенің абсурдисті Алланың әлемнің жаралған екенін білдіреді. Мысалы, біріншісі мен сізге айтайын,
әлем мәңгі болуы мүмкін емес. Почему? Потому что егер әлем мәңгі болатын болса, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ақылтай, келісесің ба, келіспейсің ба? Мен әлі түсінген жоқпын не айтқаныңызды. Қара, әлем мәңгі болатын болса, онда әлемде өзгеріс деген, өзгеру процесі орын алмайды. Келісесің ба, келіспейсің ба деймін. Чат GPT-ні қарап отырсың ба? Қарай бер, қолдана бер. Жөнделіп отырмын. Жақсы. Нұржан, сен айтарыңды айтып таста. Мен просто саған, сен қосып отырсайшы болса, мен просто я жоқ дегенді естіп отырайын. Сен мысалы өзгеріс болатын болса, әлем мәңгі емес деген идея уже тұрады. Сен келісесің болсаң, келіспейсің ба? Ол идея бар, иә. Болды. Демек, сен оны мойындап тұрсың. Егер әлемде өзгеріс болатын болса, ол мәңгі болмайды уже. Демек, қайда шығардың? Болды. Бұл негізі бағана екеуміз бекіткен құжат ретінде дедукцияның көмегімен шығарылады. Бұны сен жоққа шығара алмайсың. Почему? Потому что сен оны құжат ретінде бекіттің өзі қазір. Қазір қара, мен айтайын, түсіндіріп берейін деп отырмын. Егер сен дедукцияның айырмашылығын айтшы маған. Мен саған қазір айтып бере аламын, бірақ сен сұрақтан қашасың. Мен қазір мәселемді апарып берейін соңына дейін. Содан кейін барып сұрайсың ба, сол сұрақтарыңа мүмкіндік беремін саған. Енді қара, егер сен өзгеріс болады десең, онда әлем мәңгі болмай қалады деп тұрмын, иә? Сен сұрайсың менен, неге дейсің? Мен айтып тұрмын, өзгеріс деген идея орын алу үшін негізі бір состояние бітіп, екінші состояние басталу тұрады да. Так, егер сен әлем мәңгі дейтін болсаң, онда бір состояниенің біту идеясы тұрмайды уже. То есть ол мәңгі алдыға қарай кете береді да, то есть бір состояниенің екінші состоянияға өту идеясы қарастырылмайды. Демек, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ал қазір әлемде өзгеріс деген нәрсе болып жатыр ма? Демек, әлем мәңгі емес деген идея тұрады. Бұл дедукцияның негізінде бекітіліп тұр. Бұл бір бекітудің. Екінші бекітудің жолы. Бұл качествоға қаралады дейді. Бұл не качество? Мысалы мен сізге айтайын. Әлемде әрбір заттан тұрады да жауһар деп аталады. Және оған берілген качестволар болады, сифат болады да. Бұл акциденция деп аталады. Әрбір затта акциденция болады және зат болады. Енді біз кейбір әлемдегі заттарға қараймыз да, заты тұрады да, бірақ бетіндегі акциденция ауысып отырады да, то есть качестволар. Мысалы, сенің соткаң болатын болса, соткаң ұзақ уақыттан чхолы жүре беретін болса, чхолы ретінде қала береді да, бірақ цвет өзгере бастайды. То есть оның качествосы өзгеріп жатыр да. Енді качество өзгеретін болса, демек бір качество бітіп, екінші качество келіп жатыр деген идея тұрады. Өйткені цвет қашан алысады? Мысалы қара болатын болса, сұрға айналса, қара бітті да, сұр басталды деген идея тұрады да. Енді қара бітіп сұр басталатын болса, демек бір нәрсе бітіп, бір нәрсе басталып жатыр. Бір нәрсенің бітіп, бір нәрсенің басталып дегенсе, оның жаралған деген идеяны береді. Неге? Өйткені қандай да бір нәрсе басталып бітсе, ол негізі автоматически жаралған болып есептелінеді. Енді ол зат качествоны біз жаралған десек, ол зат қандай да бір зат качествосыз болу мүмкін емес. Өйткені мен саған қазір айтамын, Ақылтай, әлемде маған бір зат көрсетіп берші, который качествосыз деп айтсам, сен маған көрсетіп тауып бере алмайсың качествосын. Әлде тауып бере аласың ба, Ақылтай? Контактыдасың ғой, естіп жатсың ғой. Естіп отырмын. Ненің качествосын тауып бере? Заттың качествосыз зат бола ма, болмай ма? Сипатсыз зат. Не дейсің? Сипатсыз зат бола ма, сипатсыз? Не ғой? Нұржан? Астыға тұрмай, эмпирикалық әдіс дегенде, және оның Құдайды қалай танисың, соны айта өшеш бірінші. Сен эмпириканы білмейді екенсің, мен эмпириканы уже өтіп кеткенмін да. Бірақ мен саған айттым, зат качествосыз бола ма, Ақылтай, болмай ма? Ақылтай, қара. Мен саған айттым. Қара, мен саған жауап берем. Оның білмеу, білу саған не проблема шешеді? Оны кейін біліп атасың ғой. Жарайды. Кейін жауап бере саламын. Сонда не айтқың келсе айта бер. Просто біз қазір темадан ауытқымайық. Мен саған айтып тұрмын. Қандай да бір зат качествосыз бола ма, болмай ма, Ақылтай? Айтып берші. Сұрақ. Оған Құдайды да кіргізіп отырмын, иә. Құдайдың да качествосы болады. Иә, качествосы болады, әдемі. То есть сен мойындап тұрсың, любой зат бұл с качествомен болады, дұрыс па? Иә. Болды.
демек егер қандай да бір зат болатын болса жақсы қайда тыңдай бер тыңда сен енді айтып дедің ғой мен айтып берейін да жоқ тұра тұршы енді енді сен мен саған жауап бердім да тіпті құдайдың да качествосы болады дұрыс па енді ол тақырыпты нүктесін қойдық неге сен эмпирикалық әдістің болды сен то есть құдайды бекітіп тұрсың ғой ақылтай тоқта сен қазір құдайды бекітіп тұрсың ғой болды ол мәселені бітірдік деп тұрсың иә содан кейін сенің сұрағыңа көше берейік дұрыс па давай болды құдайды бекітіп тұрсың бұл әдемі енді сен менен эмпирикалық әдісті сұрадың эмпирикалық әдіс және индукция мен дедукциясының айырмашылығын сұрадың иә эмпирикалық әдіс дегеніміз бұл тот әдіс который бес сезім мүшесіне негізделеді то есть не фактически материально бар сол бар болып есептелінеді үкім бойынша бұл философияда эмпирикалық әдіс хауасул хомса деген идеясынан шығады да то есть былайша айтқан кезде сен не көріп тұрсың не иісін сезіп тұрсың не естіп тұрсың және не дәмін сезіп тұрсың сол ғана бар болып есептелінеді тәжірибенің негізінде индукция дегеніміз бұл истиқро деп аталатын дүние индукция әрбір заттарды наблюдать етіп кейін сол наблюдаем нәтижесінде бір үкім шығару общий то есть мысалы бір нәрсе болатын болса мысалы мен айтсам мына бутылка не ол десем сен айтасың бутылка крышкадан тұрады денесінен тұрады жаңа фольгасынан тұрады деп оны сен бөліп наблюдать етіп сипаттап бересің осы ол индукция деп аталады дедукция дегеніміз белгілі бір тараптан следствие причина арқылы негізгі соңғы нәтижеге шығу идеясы тұрады негізі былайша келген кезде дедукция дегеніміз полный жалпылыққа қарай отыра бөліктердің үкімін беру идеясында тұрады жауап бере алдың ба ақылтай өтірік айттың неге шештің сен қара иә сен почему-то эмпирикалық әдісті айта келгенде көзін сезу анау айтасың да бірақ почему-то оны қолдану тәжірибелік жол болу керек екен және бақылауға негізделген түрі екенін айтпайсың да айтып қойғанмын сен оны байқаған жоқсың просто сен ойнап жатрсың мен қара мен саған айттым чат GPT көмек па көмек емес па біріншіден екеуміз мойындадық то что дәлел ретінде қарастырамыз біз тек қана дедукцияны және қарастырамыз эмпириканы дедік қой енді сен неге басқа жерден дәлел әкеліп жатсың ақылтай басқа жерден мен саған эмпирикалық әдістің не екенін түсіндіріп отырмын сен білмейді екенсің оны жоқ мен біліп тұрмын оны көрермендер қазір түсіндіргенің қате ғой неге дедукцияны қалай түсіндірдің сен так ақылтай кім шешеді оны дұрыс емес деген дұрыс емес деген кім шешеді ақылтай дұрыс емес деген немен шешесің сен сен базалық білімің жоқ екен құрсын ақылтай дұрыс емес деген немен шешесің сен базалық біліммен шешесің қандай базалық біліммен базалық білімде индукция мен дедукцияны эмпирикалық әдісті білмей отырсың сен жоқ оны мен уже айтып қойғанмын және адамдар естіп тұр сен сөзден ақылтай қарай тұр ғой нұржан микрофонды өшіре тұр жоқ ақылтай тұра тұр қара мен саған айтайын мен саған уақыт берейін содан кейін сен маған уақыт бересің екеуміз сөйлесейік сөйтіп сөйтіп айтып отырған жоқсың ба регламент уақыт бердім сен сұрақтарыңды қойдың бекітіп алдық енді мен саған сұрақ қояйын жауап бер болды эмпирикалық әдісті сен оны тәжірибемен сосын ана бақылау арқылы алатын жаңағы өзіңнің көріп сезіп сынап көретін түйсіктеріңді айтасың да яғни осы методологияны сен почему-то айтпайсың білім алу ана тәжірибе және оған бақылау керек екен енді құдайға қандай тәжірибе қойдың қандай тәжірибе опыт болды сенде және құдаймен қандай бақылау жүргізе алдың болды ақылтай екеуміз басында келіскен кезде мен айттым эмпирикалық әдістерді аламыз негізге дедім құжатқа және дедукцияны аламыз дедім сенің қазір құдайды жоқ деп айтуыңа себеп болып тұрған сен эмпирикалық әдістен ары қарай секіре алмауың то есть сен дедукциялық әдістің жоқтығына үкім шығарып тұрсың да бірақ бұл негізі өте әлсіз ұстаным неге өйткені сен маған қазір мынандай теория құрып тұрсың ғой типа сен қазір эмпирикалық әдіспен айтамын дедің айта алмай қалдың демек сенің сөзің дұрыс емес деген сен негізі дедукцияның негізінде құрып тұрсың да егер осы сенің құжат па сөзің сенің сөзің осы құжат па егер осы сенің құжат дейтін болатын болса онда менің эмпирикалық негізінде тәжірибе қарадым да мен анау әрбір заттың жаралған екенін көрдім
То есть тәжірибе жүргізіп, жаралған екенін көрдік. А жаралған екенін көргеннен кейін дедукция, тоқта. Жаралған екенін көргеннен кейін жаралған екенін көргеннен кейін оның ар жағында дедукциямен тұрдың да істеушісі бар. Бұл, например, 100% дедукция. Как, например, сен отырсың ғой, сен отырсың да даусың шығып тұр, мен айтам, даусыңа қарадым да дедукциямен, ар жағында адам бар деген идеяны бекіттім. Тура сол сияқты әлем жаратылған ба, демек ар жағында Құдай бар деген идея тұрады. Ақылтай, енді сен маған қазір жасап атқан сұрағың бұл дедукцияның негізінде. Бірақ сен дедукцияны мойындамай тұрсың ғой. Сенің сұрағың дұрыс па? Нұржан, сенің қателігіңді айтып тұрайын. Енді айтшы. Жоқ, мен саған сенің қателігіңді айтпа қателігіңді. Жоқ, неге айтпайын? Сен қарашы, дедукция мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Сөйлетсеші мені. Bir сұрайшы. Сөйлетпе. Ақылтай бір сұрайын. Сен дедукцияны мойындайсың ба? Өшірде отыр. Мен саған қателігіңді айтып берейін. Мен саған бір сұрақ қояйын, Ақылтай. Сен дедукцияны мойындайсың ба? Соны айтшы болып. Сен бірінші кезекте әрбір затты көргеніңді дәлелдеп шық. Сен көрмеген заттар бар ма жоқ па? Бір сұрақ. Мен саған дәлелдеп беремін. Мен саған сұрақ қойсам, сен бір сұрақты әлі отырсың ба? Жоқ, просто сен білем ғой сен қулығыңды қашып тұрған. Ол бұл жерде мен саған сұрақ қойып отырмын. Сен айттың, мен көрген нәрселер арқылы деді. Ақылтай қарай ғой. Сен дедукцияны мойындайсың ба, соны айтшы ма? Сен дедукцияны мойындайсың, конечно. Болды. Мен саған сұраққа жауап бер. Болды. Дедукцияны қара. Сен көрген әрбір заттан үкім алдың ба? Сен барлық затты көріп шыққан адамсың ба? Болды. Мен саған айтып тұрмын. Енді сен истихро деген білесің ба? Истихро тәм дегенді? Сен индукция, полный индукция деген білесің бе сен? Истихро дегенді ғана білем. Жоқ, истихро емес. Истихро сен білмейсің да еще қазір. Мен саған қазір оны білмейді екеніңді айтып беремін қазір. Истихро тәм деген бар. Не истихро тәм? То есть полнейший индукция деген бар да? Полный индукция деп аталады. То есть жартылай емес. Ол не? Мысалы, мен түсіндіріп берейін. Тоқта, Ақылтай, тұра тұр. Енді сұрады ғой. Жауап бермейсің ба сонымен? Жауап берейін деп отырып, тұра тұр. Ағайын, байқап отырыңыздар, жарай ма? Бірде-бір сұраққа әлі жауап жоқ. Эмпирикалық әдісті айта алмайды. Бұл Құдай нысан ретінде Ақылтай, муслим араласпа. Муслим, Ақылтай қара. Мен саған айтып жатырмын. Муслим. Индукцияны сұрадың ғой сен. Индукцияны сұрадың. Тұра тұр. Ақылтай, сен негізі, таза сен бетің ашылып тұр ғой мұнда дегенде, көріп тұр қандай сен керосинші екеніңді, Ақылтай. Тыңдай ғой, бауырым. Қарашы. Тұрсайшы, тыңдасайшы енді. Айтайын деп жатырмын ғой. Ақылтай, индукция дегеніміз әлемдегі бүкіл заттың жаралғанын полный индукциямен біліп тұрық деймін. Ол қалай? Полный индукция бұла жасайтшымыз. Сен қазір бір нәрсенің үкімі мен причинасы болады, я? Сол үкімі мен причинасы болады дегенді қайдан алдың, давай. Дедукцияны мойындадың ғой сен. Дедукция причина болады деп айтады ғой. Тұр, дедукция мен индукцияны мына жұрт түсінбей отырғанша. Ақылтай, қарапайым тілмен түсіндірсің. Ақылтай, сен дедукцияны мойындап тұрып, қалай сен причинаны білмейсің? Сен причинаны білмей тұрсың ғой сен дедукцияны. Қарай. Дедукция немен бек, причина немен бек? Қарасайшы енді мен түсіндіріп. Ақылтай, айтшы, причина немен бекіледі? Мынау ағытылып кетті ғой мынаны. Ақылтай, микрофонды жапшы. жоқ, сен етіп ойнамасайшы, сен қашпа, бауырым. Микрофонды жабасың ба? Сенің қалдайыңды көрсетейін деп жатыр. Тыңдай ғой. Ақылтай, сен дедукция не екенін, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба? Ақылтай, микрофонды жабасың ба жоқ па? Ақылтай, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба деймін. Микрофонды жабасың ба жоқ па? Не үшін? Сен қашайын деп тұрсың ғой. Микрофонды жапты, үндемей күт. Мен саған түсіндіріп берейін. Жоқ, әдемі сөйлесіп отырып қой. Енді Ақылтай саған айтып отырмын. Сен қазір дедукцияның не екенін білмейсің. Причинамен бекітіледі екен, бірақ дедукцияны сен дәлелдеп мойындап отырсың. Жарайды. Содан кейін мен айта берейін. Егер сен причинамен следствиен бекітсең, микрофон жаппасың, мен қалай сөйлеймін? Ойбай, Ақылтай, сен по делу сөйлеп отырсың. Араласпай қой. Араласпа, ол қазір араластың деп шығады. Бұл қазір келіп тұрған бала ғой, ол тоқтап тұр. Енді сен микрофоныңды жап, мен саған түсіндірейін. Түсіндір ал. Былай.
эмпирикалык адисте мен айттым тәжірибе болу керек және Жоқ, ақылтай. Оны емес, дедукция. Жоқ, сен дедукцияның причина екенін түсіндіріп бер. көке болды қоя тұршы болды микрофонды жап Ақылтай. Сен мен саған сабақ өтейін дедукцияны түсіндіріп бер, дедукцияны. Қашпа. айтайын деп отыр ғой енді соны Я дедукцияны айт. Причина неге сен білмей отырсың? Аха. қара ғылымда индукция мен дедукция бар индукция дегеніміз жалпыдан жалпыға қорытынды ал неге көріп отырсың Потому что ChatGPT қарамасында, одан кейін мен саған мұны айтып бергем, одан кейін мен ChatGPT-ді қарамай айтып бергем да, сен ChatGPT-ді мен қолданып отырып, ChatGPT қарап отқан жоқпын мен вообще жатырмын қазір не қылдайсың маған қойшы видеоңды көрейік ал. Қойшы видеоңды көрейік, ChatGPT-мен қарамай сөйлескеніңді. Жігітше мен де басайын. Давай кел. Қосайын. Ау. сен микрофоныңды жабасың ба жоқ па Ақылтай істейік. Екеуміз жаңа ойнадық па? Құжат бізде дедукция мен мынау эмпирика өзі деп. білмейді еще білгеннен тілін алмайды не деген адамсың Ақылтай, қараш бауырым, екеуміз эмпирик мен дедукцияны құжат ретінде мойындадық па? Енді қазір екеуміз қосайық та микрофонды. Жігітше ChatGPT-ге қарап отырып, қарап отқан жоқ, қосып тұрып сөйлесейік. Давай ма? Келісесің ба? Давай. Давай. жодан не істеймін Қос, видеоңды қосып жібер. свет жағайын онда мен Жау. жодан Болды. Ақылтай бір сұрақ. әлде жатқанды көрсетейін бе Жоқ. Мен айтып тұрмын да, Ақылтай дедукцияның шарттарын айтып жіберші. немененің шарттары Дедукцияның. дедукция мен индукцияны мен саған қазір түсіндіріп отырмын Жоқ, шарттарын. Дедукцияның шарттары бар. Шарттарын айтып жіберші. дедукцияны эмпирикалық әдістермен сенің жалқы нәрседен жалпаққа шешім шығару тұжырым жасау ал жалпақтан Иә. керісінше тұжырым жасау ол индукция болады Қате. Наоборот. Кішкентай жалқыдан жалпыға өту мен индукцияда айтқан нәрсені жалқы тоқта. Ақылтай, тоқта. Керісінше жалқыдан жалпыға өту индукцияда, ал негізі жалпы арқылы, то есть жалпы арқылы жекеліні шешу бұл дедукция деп аталады. Сен керісінше қателестің. Жақсы, кейін көресің. Жарайды, енді дедукцияның шарттерін айтып жіберші. Ақылтай дедукцияның шарттарын. бүйтіп жатқан ыңғайлы мәселелерге Сен ChatGPT қарап отырсың ау, ә? Сол бір қолмен. Әдемі. басын істейтін адамсың ғой да мен саған айтайыншы былай қара эмпирикалық әдістермен сен құдайды танимын дейсің құдайды қашан бақылаған дейсің құдайды қалай қашан тәжірибеден өткізіп көрген дейсің не айтып отырсың алғашқы сөзіңнің өзі авария ғой мынау осылай сөйлесесің бе жалпы я хотя бы ана муслим десе муслиммен сөйлеймін мен сөйлескен бізде исламда мантық бар мантық ол ойлау жүйесі біздің логика сол деп айтты ол гректің ана платонизм анау келеді да аристотельден келеді да ол окей онымен де сөйлесуге болады бірақ сен оны да айтып отырған жоқсың кішкене ұят деген болу керек қой адамда Жарайды. Ақылтай енді қара, мен саған басында айттым, құжат ретінде не қабылдаймыз деген кезде, сен эмпирикамен, мен айттым эмпирикамен дедукция дедің, сен иә дедің. Оны эмпирикмен Құдай бекіту идеясы қаралған жоқ. Ол жерде заттардың ақиқатын немен білеміз идеясы қаралды. Оны видеодан көріп аласың. Екіншіден, сен қазір жаңа дедукция мен индукцияны біле алмай отырсың толық, жалпыдан жалпыға өту деп шатастырып отырсың. Сен ChatGPT-дан ажырадың да, уже сен ненің не екенін білмей отырсың. Мұны бәрі көріп отыр. Тыңдап аласың ертең. Үшіншіден. көріп отыр сен не өтірік айттың Жарайды. Ақылтай. нормально қарай ма сені Жарайды. Аскарға жетпейік.
Мен бір рет оскорблять әлі бір рет оскорблять етпедім, сен бағанан бері оскорблять Ей, етесің. сен мені өтірікшіге шығарып отырсың, қалай оскорблять етесің? Ақылтай, Апелляция личности деген нәрсе бар екенін білесің ба? Ақылтай, жарайды, оны Не деген ұятсыздың жауап адамға? сөзден қашпай, қатысы жоқ қой. Тұра тұр. Апелляция личности болды ма? Ол десе, мына сөзге жауап берші. Ол біздің мәселеге қатысы жоқ. тоқташы. Жарайды, Ақылтай. Жарайды, оның кейін Ақылтай жарайды, оның кейін шеше бересіңдер. Мен туралы мынау истерика ойды. өзінше болып тәкаппарланып пікір жазасың. Мынау келісті ма деген не сөз? Мен де саған апелляция личности жасап көрейін. Нормально ма сенікі? Деген еркек адамсың сен? Көріп тұрсыздар ма қалай жеңіліп тұрғанын? Мынау вообще диспуттан қашып тұрған адам ғой, қарасаңыздар. Сөзге жауап бере алмай, басқа айталған, басқа Сен бар ма? Ақылтай, мәселеден қашпай. Нормально жауап бер маған. Жарайды. Неге сен тәкаппарланып сайтанның ісін жасап отырсың? Алла. Жақсы бауырым, Муслим емессің ба? кейін айтасың жарайды. Ал сен Ақылтай неге оны моральдық тұрғыдан маған ол жақсы жаман деген идеяны айтып тұрсың, сен бекіте алмайсың ғой оны. Не, сенің тәкаппарланғаныңды қалай бекіте алмаймын? Сенің ислам бойынша түсінікпен де ол сайтанның тірлігі, тәкаппарлық сайтанның қасиеті, білесің бе оны? Ақылтай, тәкаппарлық дегенде неге ол жаман деп шештің, сен де, мен де жаман. Бірақ сен де неге жаман ол? Неге сен маған айта ондай право имеешь маған сен моральдық тұрғыдан айтуға? Ол сенде жаман емес қой. Қара, мен жаман емес болса, сен де жаман емес, да? Онда сен біреуге айта алмайсың. Мен сенің қазір араб құл екеніңді дәлелдеймін, қара. Қара. Егер мен қазақпын, мен қазақ бола тұра, менің ата бабамның жолы, дүние танымы, тарихы, салт санасы, дәстүрі, соның бәрін сен жоқ деп тұрсаң, сен арабтан ғана алдым деп тұрсаң соны, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Қазақтың өз дүние таным түсінігінде тәкаппарлық сияқты. Анау кез келген жасыңнан сұрақ қазір, өзінше болмаш деп айтады. Сен оны түсінбей тұрсың, сен оны қайдан үкім алып тұрсың, сенде тәкаппарлық деген ұғым біздің ислам болмаса жоқ деп тұрсың, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Жақсы, Ақылтай енді қарай ғой. Сенің қазаққа апеллировать етіп атқаның, сен қазақта ол жақсы жаман деген идеяны қалай түсініп тұрсың сен? Мен сенің дінің бойынша да саған қойып беремін қазір. Жоқ, ана сайтан басын имеген кезде ол тәкаппарлыққа салынады дейді. Сен тәкаппарлық жасап отырсың. Сен дінің бойынша да, қазақ бойынша да ешкім болмай отырсың. Тек қана тәкаппар сайтанның ісін жасап отырған. Ақылтай, сөйлес болсаң болды. Қарай ғой, сенде тәкаппарлық атеист ретінде тәкаппарлық неге жаман сенде? Соны айтшы маған. Сенде неге жаман? Менде атеизмде ол скептицизм тұрғысынан. Яғни, сен Құдайдың бар екенін айтып келесің маған, мен айтамын, сұрақтар қоямын. Және сенің жауаптарың жоқ болғаннан кейін. Скептицизм деген не ол? Ақылтай? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген сөз. Ол қандай сөз тіркес? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген. Сен сөйлесесің ба? Әрбір сөзге. Сен просто комедия айтып отырсың да сен. Тәкаппарлық сұрақ, тәкаппарлық неге жаман? Соны түсіндір, сен сұраққа жауап бермедің. Просто түсіндірші неге жаман? Екі рет тәкаппарлықтың екі тараптан да ислам бойынша да қазақтың дүниетаным салт-сана бойынша. Сенде оны апеллировать етпе сен исламды, қазақты. Ол мен апеллировать етемін. Мен саған айтып тұрмын, сенде неге? Атеист қазақ емес па сеніңше? Жоқ, сенде неге ол тәкаппарлық? Атеизм доктринасынан сен оны алып кел. Ұлттан ажыратылады. Сен доктрина деген неге білесің ме, Ақылтай? Айтшы, доктринаны айтшы, ChatGPT-ге қарама. Сенің доктринаң Құран. Доктрина жоқ, қате. Доктрина деген не ол, айтшы маған. Менің доктринам, мен қазақ болсам, менің мемлекетімнің конституциясы, менің доктринам. Түсініп отырсың ба? Доктрина. Онда сен қателік. Онда сен доктринаның мағынасын білмей тұрсың. Егер сен доктринаның сол конституция десең, онда доктрина ол менікі де. Бірақ сен доктринаның сөзін түсінбей тұрсың ғой мағынасын. ChatGPT-ге қарай алмай тұрсың ба? Қазағыңның доктринасын жоққа шығарып тұрсаң, салт-сана тарихын жоққа шығарып тұрсаң, ол менікі де қайдан. Жарайды. Ақылтай, тәкаппарлық неге жаман түсіндіріп берші? Сенде. Міне, тәкаппарлық деген
жаман қасиет екенін мынадан түсінесің. Сен айтып тұрсың да, ойбай біздің ислам бойынша ғана тәкаппарлық деген түсінік бар, сендерде ол жоқ деп. Жоқ, мен айтып тұрған жоқпын. Тәкаппарлық ол жоқ. Мен айтып тұрғаным қалай Кішіпейілдік деген сөз бар, қара. Ақылтай. Мен айтайын енді. Жоқ, кішіпейілдік деген жақсы деген, тәкаппарлық жаман деген қалай түсіндіреді? Қазаққа негізделмейді. Адамды сипап, нервіш кете бермеш, мен саған түсіндіріп отырмын. Кішіпейілдік деген адамның жақсы қасиеті, дұрыс па? Ол исламнан келді деп айта алмайсың ғой. Жарайды. Енді Ақылтай қазақтың өзінде кішіпейілдік жақсы қасиет болса, бірақ өзін ірі сезініп, өзгеден жоғарымын деп тәкаппарлану, ол жаман қасиет. Түсініп отырсың болсын. болды. Сенің негізгі ұстанымың қазаққа сүйену ғой. Қазақ не ұстайды сол дұрыс па? Жоқ, қазақ бүкіл дінді ұстануы мүмкін. Қазақ басқаша көзқарас айтуы мүмкін. Енді онда сен қазақты полный ұстанбай тұрсың ғой. Ақылтай қара. Қашпа. Онда қазақты полный ұстанбай тұрсың ғой сен. Қашпа дейін. Жоқ, қазақты полный ұстанып тұрсың ба, ұстанбай тұрсың ба, соны айтшы. Қазақ неше түрлі пікір айтады. Сен қайсысын ұстанайын? Енді онда сен біреусін ұстап, біреусін ұстанбайсың ба? Қазақтың сен де ұстанбай тұрғанын мен саған дәлелдеп тұрмын. Жоқ, тұра қашпаш, Ақылтай. Ақылтай, қашпа, бауырым. Қара, тыңда. Микрофонды жабасың ба сен? Ақылтай сен енді болмайды енді, қашпа енді. Микрофонды жабасың ба? Міне бір минут. Мен саған айттым, сен айттың, қазаққа сүйенем дедім. Мен айттым, болды. Микрофонды жабасың ба дедім? Сенің сүйенетін қазақ болатын болса, қазақты ұстанасың ба? Микрофонды жабасың ба дедім? Қазақ емес сенің Ашынған ба? Ақылтай, сен ұстанасың ба қазақты? Айтшы. Болды, все. Қазақты ұстанасың. Енді қара, сенің идеяңда қазақ деген түсінік ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдарымыздың негізінде ма? Не дейсің? Қазақ деген түсінік бар ғой? Я, сол ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдардың ұстанған жолы ма? Стандарт. Я? Қара, қазақ деген түсінік ұлттық мифология, мәдениеттің, өркениеттің, тарих, салт-сана болмысымен қосылып, сол идеологияның ұстанушысы ретінде ұсталасың. Болды. Так, демек сен қазір қанша 5 причина алып келдің ба? 5 причина? Я, 5 причина, я? Осы 5-ін 6 жарайды. Осы 6-ауы қазақ болу үшін болу керек па? Иә. Болды. Егер сен қазір маған демек айтып тұрсың ғой, тәкаппарлық бұл осы 6-аудың негізінде орын алып тұр деп. Не дейсің? Құрсын не айтып отырсың? Тәкаппарлықтың дұрыс, жақсы, жаманды қазақтан алдым деп тұрсың ғой. Қазақ дұрыс тәжірибеден, салт-сана деп айтып отырмын, соның ішінде бар ғой. Болды. Егер осы 6 нәрсеге, қазақ деген түсінік сен 6 нәрсеге тұрады деп тұрсың ғой. Дұрыс па? Иә. Ол бірінші сен мифологиясы дедің, иә? Одан кейін не дедің? Дәстүрі дедің. Одан кейін не дедің? Ұлттық мифология сен Құраның. Жақсы. Бір. Ұлттық миф. Сана сезім. Сана сезім, иә. Сана сезімден қалай түсінік бересің сен? Болмыс. Сана сезімге қалай түсінік бересің? Не ол сана сезім? Болмыс. Мен кіммін деген, табиғаттағы орным қандай деген, мына тылсым дүниеге танысуға, оны танып білуге деген ұмтылысың. Мынау ұмтылыстар. Болды. Набор букв қой мынау. Жақсы. Үшіншісі не? Болмыс. Болмыс деген не ол? Саған тән, қазаққа тән, идентикалық элементтері. Соңын төртінші не? Тарих. Тарих дедім. Бесінші? Дәстүр. Алтыншы? Не деді? Иә? Әдет-ғұрып. Жоқ, дәстүр дедің ғой. Жоқ, дәстүрге кіргізбейміз. Дәстүр мен әдет-ғұрыптың айырмашылығы неде? Бірақ оны сұрамасам да болады, но екеуі сен 6 дедің, дәстүр мен әдет-ғұрып деді. Не айырмашылық? ChatGPT кірмей, иә? Сен алдыңды көрсетші. Алдыңды көрсетші. Мен былай қойып қойын. Я, сен де көрсетіп жібер алдыңды. Алдыңды көрсетіп жібер, Ақылтай. Көрсетіп жібер алдыңды. Не көресің? Жоқ, ас жағын көрсет, стол жақты көрсетсе, столды. Не керек саған? Болды. Жынды болмашы. Ақылтай,
дәстүр мен әдет-ғұрыптың айырмашылығы неде? қара. Мысалға қазақтың дәстүрі мен әдет-ғұрпын түсіндіріп берейін. Не айырмашылығы бар екенін айтамыз. Аузың ашылып қалмасын, қара. Қазақтың дәстүрінің ішінде біз айтамыз, озығы бар, тозығы бар деп, бірақ оның ішінде озығы бар және тозығы жеткенде бар ма, бар ғой. Демек сен ұстанған нысаның, әдетің, ол қайталанатын іс және ғұрпың, соны қайталанған жалғасқан түсініктер сенің өзіңнің ұлт ретіндегі позицияңды айшықтайтын түсінік. Енді ал дәстүр деген нәрсе соның бір заманда өзекті болып, бір заманда керек болмауы, немесе оның ашылып жетілуі. Көрдің? Сен нысандағы затпен оны қабылдаудың өзектілігінің арқасында пайда болатын түсініктерді шатастырма. Болды. Енді қара, мен саған айтайын, сенде дәстүр демек қазір бір заманда өзекті, бір заманда өзекті болмайды ғой. Дұрыс па? Иә? Болды. Енді сен қазір 6 нәрсеге сылатса түсірсің қазақтың несін, болмысын шығаруда. Оның біреусі дәстүр. Дәстүр бірақ сенің ойынша өзгеріп отырады екен. Кейде ол өзекті болады, өзекті болмайды. Демек, қандай да бір жылдары тәкаппарлық өзекті болмаса, сен үшін ол дұрыс емес болып қала ма? Жоқ, бұл Құрандағыдай нәрсе емес. Жоқ, енді тәжірибе тұрсың ғой, дәстүр. Қара, ақылтай. Тұра тұр, көке. Сен тәжірибені алдық, одан кейін ол біз үшін статикалық тұрғыда болады да? Статикалық тұрғыда болады. Ойбай. Ақылтай қарай ғой. Сен кішкене күлесің бай, истеритесің бай, жарайды. Ақылтай, дәстүр өзгереді дедің ғой. Енді мен саған қазақтың не екенін айтып бердім ба? Енді мен саған сұрақ қойайын. Жоқ, сен қашпа. Алты нәрсе дедің ғой. Дәстүр дедің, иә? Дәстүр өзгереді ме? Жоқ, Ақылтай қара. Осы тақырыптан кетпейміз. Ақылтай қара. Осы тақырыптан кетпе. Көріп тұрған шығарсыңдар да ақылтайларыңның қандай екені. Тоқта, қашпа. Сен әдір 6 нәрсеге бекітеді дедің қазақ, иә? Біріншіден, ол 6 нәрсені кім айтты соған бекітеді деп маған дәлел әкеп берші, өйткені құжатты біз бағана эмпирикамен және дедукция дедік. Екіншіден, сен дәстүрдің оның ішінде тоқта, оның ішінде дәстүр сен өзгеріп отырады дедік. Егер сен қазір өзгеріп отыратын болатын болса, қандай да бір заманда тәкаппарлық тұратып. Мен қазір саған сұрақтар қоям, одан кейін барып жалғастырамыз. Жарай ма, Нұржан? Олай болмайды. Ақылтай қашпа. Олай болмайды. Сен қара, сен қазір нені айттың, қазақтың 6 нәрсеге негізделеді дедің. Әй, чат-GPT отырма. Ят балады. Бай отыр. Анаяқ отырсаңызшы. Чат-GPT отырма. Бай қара, қолын талып кетті, қуасың ба? толық көрсетсең толық. Толық көрсет. Сендердің бар ғой осы өркениет әлемінің жетістіктеріне, игіліктеріне, мына Google, ChatGPT, интернет дегендерге қарсылықтарын, прям өшпенділіктерін оянып тұрады екен. Ұялмайсыңдар ма кішкене? Жақсы. Ақылтай, 6 нәрсеге негізделеміз дедің ғой. Енді дәстүр өзгеретін болатын болса. Енді қара, мен саған сұрақ қоямын. Өзіңнен қашпа. Сұрақ қоямын. Қазақтар діннің жақсы тұсын алып, жаман тұсын алмай тастағанын білесің ба деймін саған? Сөйлесуге мүмкін емес екен ғой, действительно. Мүмкін емес, сенмен сөйлесу мүмкін емес, сен сұрақ қойып жатсың, мен жауап беріп жатырмын маған. Сөз сен өзің алып келдің ғой өзіңді. Сен айттың, қазақтар алып мен енді сұрақ қояйын. Жоқ, енді жауап берсеңізші, бітірейік та. Сен жаңағы жауап беріп қойдым мен саған, бәрін түсіндіріп бердім. Жоқ, дәстүр өзгеретін болатын болса, қалай сен оған негізделесің? Демек, тәкаппарлық бір жылдарда дұрыс болады да, бір жылдарда дұрыс болмау ықтималдығы бар ма? Сен де сөйлесің. Қазақтың өзінің түсінігі бар. Иә. Қазақтың өзінің түсінігі бар, білесің оны сен? Ол неге негізделеді? Сол түсінігімен біз өзгермелі болатынын, біз оның артықшылығы деп білеміз. Және ол ғылыммен бірдей біте қайнасады. Ғылымда абсолютно болды емес. Жаба тұр, микрофонын жаба тұр, сөйле. Қазақтың болмысы өзгереді деп отырсың ғой. Ақылтай, сен қазір қазақтың болмысы өзгереді дедің ба? Өзгереді.
Біз динамикалық құбылыспыз. Тіліміз де өзгереді, бәрі өзгереді. Оны кез келген лингвист, мәдениетіміз, әдет-ғұрпымыз да өзгереді. Оның бәрін ал, мораліміз де өзгереді. Сендер 7-ші ғасырдың моралімен жүрген жоқсыңдар ма? Болды. Ақылтай енді қарашы. Жауап бер. Жауап бер. Енді сен қазір қарашы. Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың бар ғой, моралына, иә? Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтардың моралі бар ғой? Ақылтай тыңда, мен айттым. Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтардың бар ғой? Жауап бер, қашпа. Сен ертеңгісін олар өзгерген кезде қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың дұрыс болады ма, дұрыс болмай ма? Ақылтай, қара. Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың кейін өзгерген кезде сен өзгереді деп отырсың. Өзгерген кезде дұрыс болып тұра ма, дұрыс болмай тұра ма? Соны айтшы. Дұрыс болып тұрады, қазақ өзі шешеді оны. Ненің дұрыс екен. Осы жеткен дәстүрді алып, осы тозығы жеткен дәстүрді қалдырап, Сен соған сүйеніп тұрсың ғой. Сен енді мен де оған сүйенемін. Просто сен дұрыс емес интерпретация беріп тұрсың да. Аузыңа келгенді сөйлеп жатсың. Сен қара, Ақылтай қара. Ақылтай. Демей. Ақылтай қара. Ақылтай қара. Сен айтып тұрсың, қазақ дәстүрі өзгереді, қазақ болмысы өзгереді деп отырсың. Енді сен қазақтарды қазір ұстанып тұрсың да, бұлардікі дұрыс болып тұрады. Бірақ сен өзгереді деп отырсың да, ертеңгісін бұлардікі өзгерген болатын болса, қазірдікілердікі дұрыс бола ма, болмай ма? 50 жылдан кейін қазақ өзі шешіп, өзі өзгерсе, оныкі дұрыс болады. Екі ақиқат бола ма? Бір ғана ақиқат болады. Енді онда сен ананда ақиқат, мынанда ақиқат деп тұрсың. Демек, қазақтың ақиқаты емес екен, иә? Причем тут ол? Причем тут ол вообще? Қазақта жерленуге келгенде мына молдеке Ақылтай. Қараш, екі ақиқат бола ма? Мына қара беттігіде осы себеп. Ақылтай. Қараш. Жауап бер. Менің сұрағыма жауап берейін. Ақылтай-ау. Менің сұрағыма жауап бер дейді. Екі ақиқат бола ма? Менің сұрағыма жауап Жоқ, бер. екі ақиқат бола ма? Ақиқат екеу болмайды, біреу болады. Енді қара, сен қазіргі қазақтарға сеніп отырсаң, тәкаппарлықты дұрыс емес десе, ол қазақтар өзгеріп отырады десең сенің ойынша, бұл менің емес. Менің қазақтарда дәстүр өзгермейді. Енді сен өзгеретін болатын болса, онда болатын болса, ертеңгісін тәкаппарлық дұрыс емес десе, қазіргілер дұрыс па, дұрыс емес па? Енді жауап бересің ба маған, жауап бермейсің. Жоқ, Ақылтай, қазіргілер Ақылтай, қазіргі қазақтар дұрыс па, дұрыс емес па? Сонда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегенді айтқан қазақтардікі дұрыс емес па соның ішінде? Жоқ, просто сенің сөзіңде не деп жаман сөз айтатыныңды. Сенің сөзіңде конфликт бар. Мен саған айтып тұрмын. Адам бір нәрсеге сүйенсе, құбылыс дегенде ешқандай да конфликт жоқ. Бір күні бір дәстүр бізге болады, бір күні қазақ өзі шешсе, тарихи танымымен, дүниетаным, түсінік, салт сана деген түсінік бар, білесің ба? Сонымен ол тозығы жетті десе, оны қабылдамай кетеді. Болды, енді деме. Сенің ойында қазір қараш. Сен ұсталмау үшін. Кім? Ақылтай. Жоқ, Ақылтай, тыңдашы. Сен қазір қазақтарға сүйенем дедің. Менің сұрағыма жауап беріп сүйенем дедің. Жоқ, әділ, ол қазір араласып жатқан жоқ. Әділ. Ақылтай тыңдай ғой. Бауырым-ау, Ақылтай тыңда. Қашпа. Қашсаң, онда қашқын боласың. Ертеңгісін қашқан болып есептелесің, қашсаң, Ақылтай. Қарайбай, сен қазір қазақтарға сүйенем дедің, иә? Қазақтарға айттың, ненің дұрыс емес екен, мен қазақтардың дәстүрінен алам дедім. Бажылдай бере ма, Мүслим? Мен тұрдым, айттым, иә, қазақтардікінен алатын болдың. Бажылдай бере ма? Енді қазақтар не ол дедім, сен маған алты нәрсе дедің. Оның ішіне дәстүр дедің, дәстүр өзгерте береді дедің. Бірақ оның ішіне сен дәстүрді айтпағасың басында. Ну жарайды. Кірдің да, жоқ, сен алты басқа нәрсе айттың. Басқа. То есть дәстүрді айтқан шығарсың, бірақ сенің алтауың кейінгі алтаумен конфликтіге шығып кетті. Оны көресің. Енді мен саған айтып отырмын. Қара. Ақылтай. Ақылтай қара. Мүмкіндік беріп, әділдік Ақылтай. Ақылтай қара. Мен саған айтып отырмын. Сен қазір қазақтарға ненің жақсы, ненің жаман екенінде сүйенем дедің, иә? Оны мен де сүйенем. Бірақ енді сен тұрдың да айттың. Қашпа, қашсаң, сен ертеңгісін бәрі қашқан деп есептейді. Енді сен айттың.
ол қазақ Менің айтуым бойынша еш есептемейді. Отнись, көке, отнись. жарайды. Мен саған сұрақ қойып отырмын. Бол, ашылама. Ақылтай енді қара. Енді Қазақтар неге жеті ата дәстүрін ұстанып, оған бес жайлері наказание жасаған білдің ба? қазақтарға сүйенем десең, қазақтардың қазір тәкаппарлық дегенді қазақтардан дұрыс еместігін алып тұрмын десең, бірақ ол қазақтардың ертеңгісін дәстүр қашпа, Ақылтай, қашсаң ертеңгісін ят болайын деп тұр. Ақылтай, қашсаң ят болайын деп тұр. Содан кейін чат GPT-іңді қосып жатсың ба? Енді қазақтарға сүйенем дедің ба? Қазақтарға сүйенем дегеннен кейін жоқ, мына жағын көрсетсе, сен оны көрсете берме. Алдыңда. Тұрмай жатыр да? Болды, қоя. Не болды? Не болды? Енді қара. Ауыз жекеніңді дәлелдедің ба? Ауыз шықпағансың ба? Болды, сөйлеп алсаң. Ақылтай қара. Қазақтарға сүйенем дедің ба? Қазақ бірақ өзгереді дейсің. Енді маған жауап берші, Ақылтай. Қазақтар жеті ата дәстүрін неге ұстанған? Ал неге Құдай имбридентке рұқсат берген? Тыңда, сөйтсе жауап бер. Тыңдай ғой. Сен маған бірінші өзіңнің позицияңнан жаңа түсіндіріп бер. Қазақтарға ұстанам. Мен уже оны талқылап тастадым. Кеттік одан. Жеті ата дәстүрі Қазақта жеті атасында тұрғанын білесің ғой. Жамбыл Артықбаев жинаған. Соның 171-ші бетін ашсаң, өлім жазасы деген тарау бар. Сол бойынша жеті ата дәстүрін бұзып, жақыннан қыз алысып, қан араластырғандарға высшая мера наказания. Көке, ол сенің исламға қалай қатысы бар оның? Ақылтай міне, жауап бер. Бол, жауап бер. Бірақ сен осы позицияны бітіріп тастайықшы. Сен просто мен қателестім деп мойында, мен өте саламын ғой. Жаңағы сен Құдай бар деп мойындаймын дедің ғой. Тура сол сияқты мына жерде қателестім деп. Құдай бар деп мойындаймын дедің ба мен? Бағана айттың ғой сен, иә, Құдай бар деп мойындаймын дедің. Мынандай болып тұр. Жарайды. Оны көресің. Қасың стима жалпы не айтып отырсың? Ақылтай қарашы, мынаны бітіре салайықшы. Сен қазір Нұржан, мен сені нормальный адаммен сөйлесіп отырмын деп отырмын. Сен эмпирикалық әдіспен Құдайыңды танимын деп қудың. Одан кейін индукция мен дедукцияны түсіндіріп десем лағып кеттің. Мені чат GPT қолдандым дедің, ауырып жатқан свет өшіріп қойып жатқан адамды. Одан кейін үшіншіден мен саған қазақтың не айтып отырмын. Жоқ, тыңдашы. Неде құралатынын айтып бердім. Соның моралі қайдан шығатынын, оның дәстүрінің озығы бар, тозығы бар екенін айтып бердім. Не айтып тұрсың сен маған қазір? Енді мен саған түсіндіріп тұрмын да. Сен қазір жоқ, сенікі дұрыс емес деп тұрмын да. Қараш, Ақылтай, сен қазір қазақтарға мына муслим 08-дің әділеттігіне что-то күмәнім бар. Кім Ақылтай, әділеттік деген не ол? Сенде әділеттік деген түсінік болмау керек қой. Сен неге сүйенесің? Қазақта тұр. Қазақтың өзінде әділдік деген түсінік жоқ, себебі оған арабтар әкелмесе. Болды, дұрыс. Енді қазір сен қазақтарға сүйеніп тұрсың ғой. Бірақ ертеңгісін мына әділеттікті қазақтар 200 жылдан кейін 100 жылдан кейін әділетті емес десе. Қара, егер қазақтардың өзінде әділдік деген түсінік болмаса, оған арабтар әкеп берсе, және сен соны дұрыс деп отырсың, сен араб құлсың. Ақылтай, қараш, енді сен қазір әділеттікті маған аула. Сен қазақтарға сүйеніп тұрмын деп тұрсың. Мен болды деп тұрмын. Әдемі. Енді қара. Бірақ сол сен Сен қазаққа арабтар әкеп берді. Жоқ, мен айтпадым өйтіп. Енді тыңдай қойшы, Ақылтай. Сен қара. Қазаққа сүйендің ғой. Енді қазақ ертең өзгереді дейсің сен. Бұл дәстүр өзгереді. Енді қазіргі ақыл, сенің әділеттік деген түсінігің қазіргі ата-бабаларға тұсанып тұрсаң, кейін 100 жылдан кейін өзгерсе, қазіргі ата-бабалардікі дұрыс па, дұрыс емес па? Әртүрлі. Қалай әртүрлі? Бірге? Сен ақиқат біреу болады дедің ғой. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Нұржан, қара. Енді ақиқат біреу болады дедің. Тұр. Хандық дәуірінде сен ханға барып датыңды айта алатын ба едің? Айта аласың. Дұрыс па? Иә. Қазір Тоқаевқа барып датыңды айта аласың ба сен?
Ол дәстүр емес, ол дәстүр емес қой. Тұра тұр. Ол Одан дүние кейін- таным, салт сана деп аталады, көке. Ойбай-ой. Одан кейін неге айта алмайсың? Міне, көрдің ба, өзгеріс. Мен неге айта алмайсың? Неге барып дәстүріңді айта алмайсың? Айта Айта алмайсың. қойшы кәні. Неге ол? Сенің Сенің неге ол барып конкретно официально заявление жазып барып айта аласың. Енді Мен саған өзгерісті көрсеттім ба? Енді менің сұрағыма жауап бер. Жоқ. Салт дәстүр деген сен мағынасын түсінбей тұрсың. Жауап бермейсің ба? Салт дәстүр деген мағынасын түсінбей Жауап тұрсың. бермейсің ба? Кете берейін ба? Ақылтай, қашпа. Жауап бермейсің ба? Кете берейін ба? Кетпе. Біраз нәрсені мен саған Жауап мойындатып жіберейін деп бермейсің тұрмын. ба? Біраз нәрсені мойындатып жіберейін деп тұрмын. Жоқ. Жоқ. Сен сияқты түмше мылжың. Жауап берем, қашпа. Жауап берем. Бірақ просто сен менің сұрағымды бітіріп алайық. Жоқ, бітіріп ал. Ақылтай қара. Жоқ, қашпа. Атеистер деген ат болады. Сөйлесе алмайсың. Діни хабарың жоқ. Атеистерден Батыстан шығатын хадисті де әлі білмегенсің. Ақылтай, Оқымағансың. қарашы, бауырым. Оны не істейсің? Мен саған мынаны түсіндірейін деп жатырмын да. Сен дәстүрін неге қазақтар соны высшая мера наказаниемен тыйым салып бекітіп қояды да, ал исламда оны инбридингке рұқсат береді. Немере қарындасты алуға рұқсат береді. Құдай білмей қалған ба? жарайды. Енді қарашы, Ақылтай, егер қазақтар тұрып сол высшая мераны ертеңгісін 100 жылдан кейін өзгерте ала ма, өзгертпей ма шариғатқа сай қылып? Бүйтіп қалса, сөйтіп қалса. Өзгерте ала ма, өзгерте алмай ма? Жоқ, өзгере ма, өзгермей ма? Өзгере бола ма, болмай ма? Өзгере ма, өзгермей ма? Егер сен маған жауап бересің ба, жоқ па? жауап беріп тұрмын ғой. Енді қара, болды. Жамбыл Жабаев айтты. Высшая мера наказания деді. Бұл қазақтардың негізгі дәстүріне сүйенген. Енді мен айтып тұрмын. Сен дәстүр өзгереді дедің. 100 жылдан кейін сен сөйтіп естіп қалдың да, мен сен Жамбыл Жабаевтың кітабында тұр дедің. Бірақ жарайды. Енді ол қазақтардың салт дәстүрінде болатын болса, салт дәстүр өзгереді дедің, я? Енді қарашы, Ақылтай. көке, білімсіз, мен саған айтайын. Жамбыл Жабаев емес. Не айтып отырғанымды түсінші. Жеті жарғы бар. Жеті жарғыны қазіргі үлгісін Жамбыл Артықбаев деген этнограф, тарихшы ғалым дедім. Сен Жамбыл Жабаев деп не қылып отырсың қазір? Болды. Ақылтай қара, енді демек жеті жарғыдағыдай қазір заңдар ертеңгісін 500 жылдан кейін шариғатқа сай өзгерсе, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Өзгере ме, өзгерме? Сен тұрсың ғой, сен айтып тұрсың ғой, дәстүр өзгереді деп. Демек, бұл дәстүрден болатын болса, ол өзгеру ықтималдығы бар ғой ертеңгісін? Бар ғой. Болды. Енді ол шариғатқа сай өзгеріп қалса, онда дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма ол? Сендер соны құртып атсаңдар, конечно, өзгереді. Біздің жас ұрпақтың жоқ, оны істейсің. Инбридингпен немере қарындасыңды ала бер, сол жыныстық қатынасқа түсе берсең, сол болады сенде. Ақылтай, тыңдашы бауырым. Ертеңгісін бұл 7 жарғы сұрағыңа жауап берейін. Мына 7 жарғыдағы дәстүрге сүйенген заңдар. Ертеңгісін бір 700 жылдан кейін жауап беріп жатырмын ғой. Сол жауапты топассың ба, сұраққа жауап бермей. Қарашы. Сұрақ қоймай жауап бер. Мен саған сұрақ қойған жоқпын. Енді мен саған айтып тұрмын ғой. Бұл негізі дұрыс болып есептелінеді, шариғаттікі неге? Өйткені ертеңгісін дәстүрдің өзгеру ықтималдығы бар, сен өзгереді дедің, ал онда шариғатқа сай келетін болса, онда сенің ойыңша да бұл онда дұрыс болып есептелінеді. Инбридинг дұрыс па не сен үшін? Не қылып отырсың? Енді ол ертеңгісін дәстүр өзгеруі мүмкін ба? Ғылыммен бекітіп алдық емес па біз? Ғылымда да дәлелденді ғой ол. Неше түрлі ауру таралатын генетикалық уровеньде десең болсын. Ақылтай, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Мен құндылығыңды что-то түсінбедім. Сен маған жауап бер. Сен немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін дәстүр өзгеру мүмкін ба? Дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба? Қарашы, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін, қарашы, Ақылтай, ертеңгісін мен мынаған 1000 рет айттым. Дәстүр өзгеру мүмкін, ол динамикалық құбылыс. Қазақтың өзі айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Ал сен әлі сұрап отырсың соны. Маған жауап бер. Маған жауап бер. Аласың ба немере қарындасыңды? Болды. Ақылтай, ертеңгісінде дәстүрдің өзгеру ықтималдығы тұратын болса, сен айтқандай, немересі қарындасын алуға келіп қалу ықтималдығы бар ма, жоқ па? Жоқ. Онда өзгермей ма? Оған қатысты түсінікті ғылыммен бекітіп алдық қой біз. Неге қалай ғылыммен бекітіп алдың сен? Сен қалай ғылыммен әлі оқымағансың ба не? Жоқ, сен дәстүр өзгере ма, өзгермей ма? Браки, чем опасны деп Гуглға ма? Ақылтай, жоқ, тыңдашы мені. Өзі жек көретін
Болды. Немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? Болды. Егер сенің ойында Жауап бер. Аласың ба жоқ па? тыңда, сен қазір дәстүр өзгереді. Аласың ба жоқ па деп немере Егер қарындасыңды. дәстүр демек өзгермеу ықтималдығы бар ма сенің ойынша? Аласың ба жоқ па? Неге сен қашып тұрсың? Өзгереді деп отыр, қайта сұрай берген, не қылыпсың? Енді өзгеретін болса, логикалық тұрғыдан ертеңгісін шариғатқа сай өзгеруі мүмкін ба? Ықтималдық бар ма? Жоқ. Жоқ деген 100%-ні қалай шығардың сен? Шариғат келмейді біздің елге, білесің ба? Неге? Ол ислам бойынша да солай ғой, білесің ба? Ислам бойынша қиямет болған кезде жақындағанда мұсылмандар болмайды екен жер бетінде. Неге қашып жатсың? Мен саған айтып отырмын. Ақылтай қарашы, ертеңгісін ықтималдық бар ма? Жауап бересің ба, немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба, не қылып отырсың? Тудырады, дүмшелікпен айналысып отыра беру әйтеуір. Аналар туысқан, тырсылдап тұрады, 40 жыл бойы жыныстық қатынаспен түсесің деген әңгімені тыңдағанда бәле дейсің. Маған сұраққа жауап бер Мен енді. мынаны түсіндірейін деп жатырмын да, Ақылтай қара. Егер біз айла хукм дейді, следствие причина. Егер сен Аласың ба жоқ па? қара, бір нәрсені деп бекітсең, Немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? бір нәрсе деп бекітсең, Ақылтай, мен саған үйретіп жатырмын. Онда ол причинасы маған үйрететін адам емессің. Сенің моралің маған қайшы, білесің бе оны? Аласың ба немере қарындасыңды? Ақылтай, сенің моралің қазаққа негізде Жауап бер. Бір сұраққа жауап берген жоқ. Мына дүмшелік. Бір сұраққа жауап бере сен алмайды. қашу қулығыңды мен білемін. Мен сен қашқызбай тұрмын. Сұрақ қойып отырсың, сен сұрақтан қашып отырсың өзің. Сен маған мынаны айтып берсейші. Ертеңгісін қазақ Жауап бер. өзгеретін болса, Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? егер Мен сені түсіне көремін әлі. болды. Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Міне қара, әдемі түрің. Жауап берейін. Ақылтай, ертеңгісін Бір еркекке еркектің түрі әдемі екенін айту мен үшін білмеймін. мен сен балаң айтпайсың ба әдемісің деп? Мен балам ғой. Еркек Еркек емес дейсің па? ба не? Сен балаңды еркек дейсің ба не? Әкең айтпайсың ба? Айтшы еркек деп. Әкең Мен айтпайсың. әкеме түрі әдемі екенін айтпаймын. Айтпайсың Неге ба? айтуым керек? Онда Сен өтірік. әкеңе түрің әдемі екен деп айтып жүрсің ба не? Айтамын мен әкеме. Иә, әке әдемісіз деймін. Не болды? Қандай проблема? Неге сен сен неге айтпайсың? Көлден көк аттың айтып отырғанын білесің. Просто не себеп оны Енді айтпауға? сен менің сұрағыма жауап бер. Жоқ, ақша жарайды. Не Нұржан, былай қашады, не былай Айкеуге қашады. қашпа дегенде бәле дейсің, мен бір сұрағымнан қашып отырсың ғой. Немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? Ақылтай қара. 33-50. Мен саған 33-ші сүре, 50-ші аят. Вам дозволили деп келеді. Сен оны алуға рұқсат деп тұр, саған халал деп тұр. Сен аласың ба жоқ па? Болды. Ақылтай, сұрағыңа жауап беремін, қазір үндемей отыр. Егер жағдай солай болып тұрса, және салт дәстүр ертеңгісін сол шариғатты өзгереді деп айттың, өзгеріп келсе, саған ол дұрыс па? Сен аласың ба, алмайсың ба? Саған қазақтың салт дәстүр соған өзгеріп келсе, аласың ба, алмайсың ба? Сен жауап бердің ба? Алсайшы, Сен алсайшы. жауап бердің ба? Айта қойшы кәне. Бұл саған сол бұл айтып бұл исбатлады. Жауап Сен жауап бер, қателесіп қашып мен ұстап алайын. Почему-то қателеспей жатсың сен. Жоқ, қателеспеймін. Жауап бер, немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? Ақылтай, мен саған айтып тұрмын. Немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? Шариғатпен ертеңгісін дәстүр сәйкес келіп қалатын Немере болса, қарындасыңды аласың ба сен жоқ па? айтқандай, онда саған дәстүр дұрыс па, дұрыс емес па? Немере қарындасыңды аласың ба жоқ Ақылтай па? сұрақ. Қазақтың дәстүрі өзгереді. Сен өзгеретін болса, немере қарындасты алуға болады десе, аласың ба, алмайсың ба? Дәстүр. Дәстүр динамикалық құбылыс. Иә. Қазақ оны тозығы жетті десе, ол дәстүрден бас тарталады. Болды. Енді деме. Қазір Шариғат өзгерді. бойынша сен немере қарындасыңды ала аласың ба жоқ Енді па? қара. Жеті ата қазір иә дәстүр болып тұр. Сен өзгереді дейсің де ертеңгісін 2 жылдан кейін өзгерсе, немере қарындасын аламыз десе, сен оны құптайсың ба, құптамайсың ба? Немере сен топас болғансың ба? Сұрақпен жауап беремін. Дәстүрді алмайсың ба? Сұраққа жауап берген Дәстүрді білесің ба? аласың Қалай ба, жауап беремін? алмайсың. Ақылтай, дәстүрді аласың ба, алмайсың? Сен маған жауап бермесең, мен саған не үшін жауап беремін? Дәстүрді аласың ба, алмайсың ба? Неге осылай дүмше болып отырасың? Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Дәстүр соған айтып тұрса, Оны өзіміз шешеміз. болды. Давай, саған жауап бердім ба? Енді маған жауап бересің ба, жоқ па? Жауап жоқ па? Мен саған айтып тұрмын ғой. Лайдасыңға отырдың да көтеншегіңмен, болдың ба? Жеткен жерің осы болды ма? Ақылтай,
Енді сен өзің ерте халық көреді ғой қалай қашқаныңды. Бірақ мен саған Аласың ба немере айтып қарындасың жоқ па мен сен саған қашып айтып Ақылтай, сен тағдыр дәстүрге негізделемін дедің. Енді мен сен сұрап отырмын. Дәстүр ертеңсін ықтималдық бар Бүйтіп ма? қалса сөйтіп қалса деп шешпейміз біз оны. Сен сияқты ана философия қуып ойнап отырмаймыз. Біз нақтысын аламыз, тәжірибеден көрдік, дұрыс екен, осыны аламыз. Анадан көрдік тәжірибеден қыз алып қашу. Дұрыс емес дәстүр екен. Гуманизм сәл жат, қызды құқығы тапталады екен. Біз алмаймыз оны. Көрдің бе? Осылай өзгеріп отырамыз. Ал сен не қылды деп отырсың? Айта қоймай маған. Немере қарындасты аласың ба алмайсың ба? Қызды алып қашу дәстүрін сен аласың ба алмайсың ба? Мен алмаймын. Немере қарындасты аласың ба алмайсың ба? Неге алмайсың? Дәстүр ғой. Мынау жауап бермеймін. Жоқ, неге алмайсың? Не Ақылтай. айтайын, не дейді жоқ бұта? Қашпа. Либо қазір саған уақыт беремін. 22:00 болды, 22:01-ге дейін жауап бермесең, 22:02-де немере қарындасты алам алмаймын деп айтпайтын болсаң, мен сенден соламын. Қашпа. Сен егер дәстүрді мойындасаң, Уақыт кетеді. бол, қара. Дәстүрді мойындасаң, неге сен бір дәстүрді алам алмаймын дейсің? Бұл бір. Неге бір дәстүрді алам алмаймын дейсің? Бұл бір. Егер сен дәстүрді Потому что қазақтар біреуін алады, біреуін алмайды, өзі біледі оны. бол. Ондай болатын болса, сен дәстүрге негізделдім деп айта алмайсың. 22:00. Ақылтай түсіндірейін. Иә, тыңдай тұр. Бір минут уақыт беремін. Егер жауап бермесең, Өйткені қара, Ақылтай, егер сен бір нәрсені базар ретінде алатын болсаң, оны бірде алып, бірде алмау деген логикаға қайшы. Өйткені сен оның өйткені сен оның негізгі дұрыс пен дұрыс еместі ажырататын авторитет ретінде мойындасаң, қашпа. Бір нәрсені сен жақсы мен жаманды ажырататын авторитет ретінде мойындасаң, онда сен қашуға болмайды. немере қарындасты аласың ба алмайсың ба? Сен қандай? Сен неге қашып тұрсың? Қашпа. Қашсаң ертеңгісін бәріне жайлап. Қашсаң ертеңгісін бәріне белгілеп қашқаныңды. Мен қайта өткенде қашпадым. Немере қарындасты аласың ба алмайсың ба? 22:01. Қара, Ақылтай, мен саған мына сұрақ Аласың алмайсың. Давай. Ақылтай жанау, мен саған сұрақ қояйын. Сен егер дәстүрді база авторитет ретінде мойындайтын болсаң, Муслим шақыр, тағы бір рет шақыр. Ардақ, алмайды, уайымдама, ешкім алмайды. Не болса, уайымдама. Көтеріл кел. Сен өзің салып тұрсың да басқа темаға секірмесейші енді. Әділетсіз ол әбден сөйтіп үйреніп алған ғой, оны жібермей қойсаң солай істейді да ол. Қағид, вообще жоқ кетті. Кім Ақылтай келе ғой, күтіп отырмын, мен сені атеистерден ұят болатын болды. Ақылтай. Ұят болды ма қашып кеткен, тағансыз тұрмаймын сөзінде. Ақылтай. Ардақ. Ардақ, бергеле. Ардақ. Мошенник. Қаққанмын. Ұстаз, пока қателігін айта беріңіз. Мен бір-екі жерден байқадым. Жақсы, бұл деген әбден андай сөзге үйреніп алған ғой. Мен оны ана бір Закария ма, сол жігітпен де сөйлескен көрдім, өте әдепсіз жігіт екен да негізі. Былай қашып, сөзден ойнап. Оған ондай мүмкіндік бермеу керек та, әйтпесе бұл адамдардың алдында ойбай бір қырғандай болып көрініп қалады. Сондай мүмкіндікті бермеу керек негіз бұған. Бұл ұсталынып тұр да, қашып тұр. Ұсталынып тұрған позициясы неде? Біріншіден бұл барып өзінің жақсы мен жаманды ажырату авторитетінсін барып қазаққа тіреді. Жақсы, қазаққа тіреуде проблема жоқ, бірақ ол өзі қателесті. Қазақ 6 нәрседен композициядан тұрады дейді. Бұл қалайдан шыққан композиция? Бұл ой сана және болмыс идеясы дейді. Бұл оған қалай ереже бере алады ол? Ол вообще просто аузына келген бір ақылды болып көрінетін ретінде айтты да, мен білдім шатасып отқанын. Содан кейін тұрдым да қайтадан сұрадым әдейі. Ол екіншісіне тұрып айтып келіп, дәстүрді қосты да, енді салт дәстүрмен, одан кейін ғұрыпты айтқаннан кейін мен екеуінің қандай айырмашылығы бар десем, ол тұрып дәстүр өзгереді, өзгермейді, анау өзгермейді деп тағы шатасты. Енді осылай, енді
сен қазаққа авторитетності, жақсы жаманды ажырататын рөлді беретін болсаң, онда ол сенің өзгермеу керек та. Неге? Өйткені өзі бір ақиқат екенін мойындап тұр. Егер қазіргі ата-бабаларды ұстанып тұратын болса, мысалы ол қандай позицияны алды, жана нені алды ол? Қыз алып қашу ма, немнені мәселені қарастырды тәкаппарлық жаман деп. Енді ол өзі айтып тұр, өзгереді дәстүр дейді. Сіңме айтып тұр, мен ертеңгісін 500 жылдан кейін, 200 жылдан кейін тәкаппарлық дұрыс болу идеясына тұрып ықтималдығы бар ма десем, бар дейді. Демек, қазіргі сен ұстанып тұрған ата-бабаларының ана тәкаппарлық жаман дегені ертеңгісін 100 жылдан кейін өзгеру ықтималдығы тұратын болса, ондай болатын болса, қазіргі аталардың айтқан сөзі дұрыс емес. Енді демек, сен қазір мына аталардың дұрыстан шығармай, мына аталардың дұрысқа шығарып тұрсың да. Ал егер ондай болатын болса, екеуі де дұрыс дейсің, не болмаса біреуі дұрыс емес дейсің. Бұл сөздерінің біреусіне сыйлат сәтті. Бұл логиканы біліп тұрған бала емес вообще. Бұл просто бәдік айтыс дейді ғой. Негізі мен атеистерге шын айтайын. Атеистер ақылтай өздерін біліп тұрған шығарсыздар мына вообще негізі надан екенін. Мүлдем надан ғой, просто ұрсуды үйреніп. Ұрысқанда біледі бұл. Не, дедукция не деп айтты жаңа? Дедукциядан қателесті. Ой, Алла, тағы да. Оның алдында ChatGPT-ға қарап отыр да, мен өзім сөйтіп ойладым, өйткені айтып отырды да. Соң ChatGPT-да қойшы телефонды, енді айтшы деп едім, тура наоборот айтып берді да. Ол бірақ оның алдында дұрыс айтқан. Сөйтіп тұрды, наоборот айтып жіберді. Енді атеист кішкене ақылыңды қосатын болсаң, көріп тұрсың ғой, мен просто оның дәрежесіне түстім да, оған сөз бермедім. Болды. Әйтпесе ол онымен өзінің тілінде сөйлеспесең, ол негізі бір жүйелі сөзге келетін адам емес. Бұда логика жоқ, мүлдем болмай тұр да. Сөзден қашу, бір қай сөзі оның бір дұрыс болуы мүмкін, мынаның ішіне мен түсіне алмаймын. Жаңа сіз негізі бекітіп атқан кезде, эмпирикалық дәлелдерді бекітіп атқан кезде мақсат басқа еді. То есть не нәрсе бізге қазір дәлел құжат ретінде болады. Бірақ ол оны алып, жаратушы Құдай бар ма деген мәселеге әкеп тақап жатыр да, яғни сен осыған сүйеніп, жаратушы бар жоқ деген тауып берші маған деп жатыр да, бірақ әңгіме басқа да болды. Манипуляция. Бұндайлармен бұл андай конкретно бір нені біліндіре алмайсың да, оның бір ақымақтығын ше. То есть ақымақтығы өздері білдіртеді да, а бұлай негізі бір сөзден ұстап алу деген жоқ бұларда позиция. Неге? Өйткені жоқ қой ешқандай ар намыс. Сөйлей береді, ұрса береді да. Бұл қазір қарасаңдар, қанша уақытын немен өткізді, манипуляция және оскорбление өткізді. Енді атеистер енді өздерін көріп тұрсыңдар деп ойлаймын мен негізі. Сондықтан да ақылтайларыңыз бір, мен әдейі шықпай қойдымда оның позициясына түсіп сөйлестім, жібермейін деп. Одан кейін ол қашты. Демек, мен өткенде, хотя олардың эфиріне кірген кезде мен қашпадым еще. Қараш, олар мені шығарып жіберді. Енді жігіт болса отырып, мен шығарып жіберетіндей болмай ма? Сіз шығарып жіберді ма? Мен қайта сұрадым, кіргізбей қойды осы қақтар. Не себеп болды? Білмедім, типа оларға мүмкіндік бермесең, ол солай болады да. Типа сұрағынан ұстап тұрып алсаң, сондай болады. В общем, айтсам, бұлар негізі осындайға үйреніп алған ғой, әбден андай, дұрыс па, үйтті ма, одан кейін жаңағыны белгілеп алып, сұрап сөйлесетін кезде, құжатты белгілеп алып, ChatGPT шығарып тастаңыздар, өзі мойындады ғой, одан кейін өзі сөзін мойындаған кейін одан қаша алмай тұрып ChatGPT-ға бара алмай. ChatGPT-ден алыстап тастаңыздар болды, бұл түк білмейтін бала ғой негізі. Кеше алдым, тоже жүстіп болған ол баланың. Құдай қаласа ол да шығарып, просто субботадан шығарайын деген ғой. Тоже жаңағыдай ChatGPT шығып қалды ол бала. Негізі жаман жеген, соны шығарайық. Негізі сам по себе бұлар тек қана сол ChatGPT, одан кейін самый проблемасы бұлар мен түсінген. Негізі жүйесіз алынған білім проблема емес. Сұраққа жауап берейші. Мен жаңа сұрап жатыр ғой, кім муслим немере қарындасымды алуға болмай ма идеяшы. Мен просто әдейі жауап бермедім, бірақ бұның жауабы белгілі, баяғыдан зеш шығып кеткен жауап. Мысалы қараңдар, мен өткенде бір тәңіршіге де жауап беріп жатқам. Бұл дегеніміз, бұл ақылтай қалай позицияны әкеп тұр?
немере қарындасыңа үйленбесең сен ислам бойынша дұрыс емессіз ғой, дұрыс па деп жатыр да. мен айтып жатырмын, немере қарындасына үйлену бұл уәжіп, парыз, ешқандай амал емес. То есть немере қарындас деген сенің қарындасың емес та, ол тіпті немере қарындас дегеніміз бұл ағаңның бауырының несі, қызы. Енді мына жерде мынандай шариғатта сол идеяның келуі бұл саған міндеттейді деген әңгіме ма? Жоқ, міндеттемейді. Даже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның халифтары Омар радиаллаху анху өйстіп айтқан, үйленген кезде туысқандар алыс болған сайын жақсы деген да. Алыс болған сайын жақсы. То есть бұл бізге міндеттелетін амал болатын болса, онда Омар радиаллаху анху өзіне позволять етпейтін еді. Бұны тастап, то есть туысқандықты алыс болған сайын үйленгендердің жақсы идеясын бізге айта алмас еді. Демек, бұл жердегі жалпы идея қазақтың салт дәстүріне қайшы келіп тұрған жоқ, қайшы келтірудің конфликт ретінде қалыптасудың қажеті де жоқ бұл жерде. Бұл жердегі не идея? Бұл жердегі идея ертең қандай да бір заман ықтималдығы тұра ма? Мысалы, жер бетінде ағалы, інілі, сестра ғана қалып қалады да, соларға қарай заман қарап тұрады деген сияқты идея тұра ма? Сол кезде болады, болмайды идеясына тұрады да бұл. Той тұрса емес. Былай қазір қоғам наоборот, шариғат айтып жатыр. Қалай қазақтың ғұрпында 7 ата ма? 7 атаға ыңғайлаған проблема жоқ. Ешкім ештеңе деп жатқан жоқ та. Бұл негізі вообще проблема шығармайтын жерден проблема шығарып жатқан адам ғой негізі. Рұқсат болса бір нәрсені қосып жіберсем осы неке мәселесінде бола ма? Айта беріңіз. Қараңыз, мына мен қазір дәл қазір Қазақстан Республикасының неке бабын ашып отырмын да. Қараңыз, неке бабының 11-ші бабында былай жазылады, араларында неке тыюына, ерлі-зайыпты болуына жол берілмейтін адамдар дейді. Біздің Қазақстан Республикасының заңы ма? Жаңа айтқан негізі уже бұл Қазақстан Республикасының заңының ең туған. Қараңыз, бұл жерде бір жынысты адамдарға неке тыюға болмайды, және олардың біреуі басқа бір некеде тұрған болса неке тыюға болмайды, сосын бір тек қана жақын туысқандардың арасында неке тыюға болмайды. Ал басқа жалпы үшінші троюродный жаңағыдай немере аға жүрші араласа үйленуге болады. Бұл уже біздің неке бабында бар да. Қазақстан Республикасының конституциясында өзгеріске еніп қойған нәрсе да бұл. Біз енді мынаны қазір конституция дұрыс емес деп болмаса әлемдегі жалпы үшінші төртінші атадан үйленіп жатқан бүкіл халықтардың бәрін сендердікі дұрыс емес, сендердің істеп жатқандарың аморальный деп айта алмаймыз ғой біз. Біз қазақтың дәстүрімен жүрмейсіңдер сендерге қазақ оңбаған деп айта алмаймыз ғой біз. Біздің дәстүрімізге сенбегендер бүйтіп айтпауымыз хақымыз жоқ. Даже біздің қазіргі Қазақстан Республикасының неке бабының өзінде жақын туысқандардың жаңағыдай бір-біріне үйленуіне рұқсат бар да, уже заңға ең қойғанда біздіңше. Өйткені бізде Қазақстанда 130-дан астам ұлт бар. Оны тек қана бір ғана ұлт және қазақ ұлты ғана жаңағы 7 атадан қалыспайды, қалған бәрі алысады. Сол үшін біздің Қазақстан конституциясында бар бұл нәрсе. Енді қара, Мойбос қара. Бұл жерде ол қазір апеллировать етті, ол дұрыс емес идеясын қаяқтан аласың десем, ол бірінші конституцияда деді, одан кейін қазақтан аламын деді, иә? Енді қазақтағы идеясы тұрып, ол 7 ата деп тұрса, конституциядағы идеясы ол болады деп тұрса, бұл қайсысын ұстанады деген вопрос туындайды да. Мен қосып кетсем бола ма? Осы сөзге ше толықтырып. Конституциядан аламын деп тұр да, егер біздің заңға адамдарды бейберекет өлтіруге болады деп енгізсе, оны да ала ма бұлар? Сондықтан да бұл айттым ғой, бұл негізі жақсы жаманды авторитетті біреуге беру, который ол вообще абстрактный явление. Жоқ қой негізгі бір түсінік конкретно. То есть өзгермелі нәрсеге жақсы жаман идеясын шығаратынды белгілеп қойғанда, ал енді осыдан сұралына береді. Осы қазір оған просто қараш, любой нәрсе айтсаң да, ертеңгісін ол өзгере ма? Оның ойы да өзгереді, ол қазаққа апарса да өзгереді, ол конституцияға апарса да өзгереді. Жалпы негізінен аналогия шығарып берсең болады. Егер болашақта ол өзгеретін болатын болса, ол ықтималдықты жоққа шығарамайды. Өзгеретін болса, ол қарама-қайшы шыға ма деген кез келген нәрсе, который не постоянно, ол негізі ақ пен қараны ажыратуда, не болмаса жақсы мен жаманды ажыратуда негізгі ключевой роль атқара алмайды ол негізі. Сосын барып, ұстаз мына жерде тағы да сол 7 ата туралы мәселені мына жерде мынандай қосып беру керек та. Негізі 7 ата біздің қазақтың тарихында, салт дәстүріне
нақты жәнібек ханның уақытында яғни 1470 жылы енгендігі туралы тарихи дерек бар да. Жәнібек хан бұл кісі негізі мұсылман. Оның шын аты негізі Абу Саид Азан шақырған аты ол кісінің. Сол кісі өзіміздің қазақтан шыққан жаңағыдай дәрігер болған кісі Тілеуқабыл Өтебұйдақ деген кісінің Шипагер баян деген араб тілінде жазған кітабынан аударылған бұл тарихи факты да бұл. Мұсылмандар негізі тұр да бұны. Әкемізді айтып тұрған жетсатта деген дәстүрдің өзі мұсылмандар негізі тұр да негізі анығында ше. Просто мен айтпағым, жалпы шариғат қайшы емес қой, наоборот шариғат соған шақырып тұр ғой. Былайша айтпағанда туысқандарың алыс болған сайын жақсы, бұл жерде конфликт создавать ететін ситуация емес негізі. То есть сен барып қазір жетаға үйленсең, сен шариғатқа қарсы шықтың деген идея тұрмайды бұл жерде. Қосымша айта кетейін бе? Мұнда ғылымда президентизм деп айтады ғой. Қазіргі заманмен бұрынғы заманға қарап баға бермейміз. Бұрынғы заманда басқаша болды. Оның өзінің нормалары болды. Құранда кәдімгі крайний деп берген ғой. Крайний деп. Потому что бір тайпа болды, онда адам аз болса егер, олар қалай үйленеді? Мысалы, егер адам аз болса, бір-біріне туыстар көп болады да. Сонда олар көбею керек қой мысалы. Біз қазіргі заманға қарап, бұрынғы заманды бағаламаймыз. Ол қате болып табылады сонымен қатар. Әдемі. Просто бұл дұрыс емес неге, сам по себе логика дұрыс емес. Бұланда бәдік айтысты үйреніп алған ғой, бәдік айтыс дейді андай. Деген ше. Мынандай нәрсе ғой, біз әр заманда бір ғана моральмен өмір сүріп келе жатқан жоқ қой. Бүкіл нәрсе өзгереді. Мысалы біздегі скифтардың, сақтардың жерлеу жаназа мәселелерді қанша өзгерді мысалы осы заманға дейін. Аргетсі 10-20 ғасыр ғана өтті. Сол сияқты әр заманның өз моралі болады. Мысалға енді 200 жылдықта 20 жасар қыздарды алу уже ұяттылық болып саналуы мүмкін. Ал бірақ қазір 18-дегі 19-дағы қыздарымызды беріп жатыр күйеуге. Ол бар. Просто мен айтпағым, бұған мораль туралы айтқызбау керек. Оның моралін, сенің моралің жақсы жаман қандай идеяға сонымен ұстай беру керек болды бұны. Ол крестьяндар соған бұл жақсы жаман деген идея айтады ғой. Жақсы жаман деген идея айтқан кезде сразу бұл неге жақсы, неге жаман деген идея, неге сүйенесің деп соны ұстай беру керек болды. Потому что бұда мораль жоқ негізі. Өткенде тағы бір катистердің айтқаны бойынша моральды қайдан аласыздар деген мәселе сұрақ қойған. Сол кезде біз моральды қоғамнан аламыз деген жауап берді. Басым көпшілігі сол нәрсеге келісті. Осы тұрғыда айтып берсеңіз, түсіндіріп берсеңіз шамашы. Енді қараңызшы, Ерсұлтан, егер моральдық принциптарды қоғамнан аламыз десе, мысалы, естіп айтса, қандай да бір қоғамда, ол қазір өмір сүрген қоғамда кішкентай қызды зорлау сөгетін болатын болса, мәселен, болмаса қызды алып қашу идеясын құптайтын қоғам болатын болса да, қоғам. Енді бір қоғам болатын болса, қызды алып қашуды құптамайтын. Бұл получается қоғамға қарай негізделіп отыру, бұл тоже субъективності береді, то есть жалпылықты бермейді. Енді оған егер сіз сұрайтын болсаңыз, қазір басқа бір қоғамда өмір сүретін, который сіздің қоғамыңыздан қарағанда қыз алып қашуды дұрыс емес деп есептейтін, оныкі дұрыс па дұрыс емес па деп сұрасаңыз, ол өзінің қоғамына қарап баға бере ме оған, әлде ананың қоғамына қарап баға бере ме? Өзінің қоғамына қарап береді. Енді ол, то есть жалпы онда ол анау өзінің қоғамына қарап баға беріп жатыр, дұрыс па? А бұл жақсы мен жамандықты ажыратуда қоғамның авторитетін қойып тұр, дұрыс па? Енді қазір мынау ананы барып сөге ала ма, то что ол қоғамның несін станып тұрған себебінен? Сөге сам по себе негізі субъективность ролінде тұратын нәрсенің бәрі жалпы анархия, беспорядок қалып келеді ғой. Дұрыс емес, мен бағана айтқаным осы ғой, жеткеніңізде біз қазір жалпы айтқан кезде біздің Қазақстанның өзінің 130-дан астам ұлт бар, соны біз сендер неге жеті адам ас қыз алмайсыңдар деп оларға мысалға претензия қоюға болмайды да ана. Даже біздің конституцияның өзін конституцияны ата заңды жасаған кезде де осының бәрін учитывать етеді да, осыны мысалға ше. Басқа халықтардың да несін дәстүрлерін, неке күйеулерлер бәрі. Енді оған қазір айтатын болсаң, Ванянікі дұрыс па, дұрыс емес па десең, жеті атаған емес.
өзінің двоюродный сестрасына үйленіп жатқанда дұрыс па дұрыс емес па десе, ол не деп жауап береді? Типа дұрыс емес дей ма? Егер дұрыс емес деп айтатын болсаң, ол Ваня өзінің салт дәстүріне қарап тұр. Сен салт дәстүрді авторитет ретінде қалыптастырып тұрсың да, онда сен Ваняны қалай сен сөге аласың? Ваня тура сен істеген істеп тұр да. Егер сен Ваняның таңдауын под сомнение қоятын болсаң, автоматически сенің таңдауың под сомнение түседі. Өйткені сен тура соны санап тұрсың сен. Мысалға, орыстарда мен мынандай нәрсе естігем да, қазақтар осы жаңағы баланы бесікке салып бөлейтін соны айтады да, орыстар айтады, дұрыс емес ол дейді да. Негізі бала бос жату керек та дейді, баланы қыртып байлап тастауға болмайды дейді. Енді біз қазір енді орыстардың айтқанынан жүріп салт дәстүрімізді бұзбаймыз ғой. Болмаса біз орыстар айтамыз, сенде балаларды неге жаңағы бесікке бөлемейсің деп айтпаймыз ғой. өйтіп бір-біріне айтып жоқ, әр халықтың өзінің салт дәстүрі бар. Жаңағы Ассалаумағалейкум. қазақта бір сөз бар ғой. Иттері басқа, салттары басқа, иттері қарағаса деген. мынау ұстаз, егер хабарыңыз болса сол жайында кішкене білсеңіз айтып беріңізші. Ақиданың үлкен ғұламасы кісі, білімді кісі, білімді кісі. Шариғат заңы өз заман талабына сай өзгеріп отырады деген мәселелер. Иә, жақсы. Бұл жерде енді жігіттер мынандай бар да, негізі шариғатта усул фих деген ілім бар да өзі ішінде. Соның усул фих деген ілімнің ішінде жалпы мына үкімдер екіге бөлінеді да. Жалпы асылы канондық өзгеріске түспейтін үкімдер бар, және ғұрыптық негізде өзгеруге рұқсат етілетін үкімдер бар. Мысалы, Абу Ханифа өзінің заманында тұрады айтады, әйелдерге әртүрлі түсті цвет кию сүннет дейді да. Кейін Абу Юсуф пен Мұхаммед заманы келеді айтады, әйелдерге қара кию сүннет дейді. Неге бүйтіп екеуі істеді дегенде, Абу Ханифа заманында дейді, адамдар негізі тақуалығы көп болған себептен сол ғұрфқа қаралды дейді. Ал Мұхаммед пен Абу Юсуф шәкірттердің заманы келген кезде кішкене сол тақуалық кете бастағаннан кейін әйелдерге қара кию сүннет идеясы қарастырылды. То есть бұл жерде үкім, сол үкім, который ғұрфқа не болмаса жаңағы сол уақыттағы болып жатқан пайдаға қарай өзгере алатын үкімдердің қатарынан. Енді бір үкімдер бар, жігіттер, мысалы, ол негізі канондық және иатиқот тұрғысынан. Бұл былай ғой, мысалы, усул фих ілімде енді, мысалы, Алла Тағала бір нәрсені әмір етсе, ол әмір етілген нәрсе жақсы болып тұру керек уже. Енді осының жақсылығы амалдың өзінің затынан болады, не болмаса жақсылығы басқа бір нәрсенің себебінен болуы мүмкін да, ықтималдылық. Мысалы, Алла Тағала Құранда айтады: «Фас'ау иля зикрилля, иза нудия лис-салати мин яумил джум'ати фас'ау иля зикрилля». Егер жұма күні сендерді мешітке шақырса, онда әмірді барыңдар мешітке, то есть аттаныңдар мешітке дейді. Әмір бұл жерде аттану. Енді әмір келетін болса, әмірдің нұсқағаны ол затты жақсы деп айтатын болса, то есть әмірдің тағы да бір жұмысы бар, ол затты жақсы деген нәрсені береді да. Демек, аттану қазір жақсы болып тұр да. Бірақ бұл аттанудың жақсылығы, сол аттанудың өзінде ме, әлде басқа нәрсенің себебінен ба деген идея тұрады. Сол кезде айтамыз, біз аттану өзімен өзі жақсы болып тағайындалмайды. Неге? Өйткені аттану дегеніміз бұл зина жасауға да аттануға болады, мешітке де аттануға болады. Бұл жерде аттанудың жақсылығы жұманың себебінен дейміз да. Бірақ кейбір заттар болады, құлшылықтар, Алла әмір етеді да, оның жақсылығы сол заттың өзінің заттың ішінде тұрады да. Ол мысалы намаз бар ғой. Намаз бір нәрсенің себебінен жақсы емес, намаз өздігінен ол Аллаға тағзым қылу идеясы амалдардың ішінде болғандықтан, намаздың ішінде болған, сол намаз өздігінен жақсы, біреудің себебінен емес. Енді осы жерде не намаз бар ғой, мынау намаз, который өздігінен затынан жақсы болатын амалдар негізі ғұрфта өзгеру идеясына поддаваться етілмейді. Ал не жақсы, кейбір бір жақсы заттар, который басқа бір нәрсенің себебінен жақсы идеясына тұратын амалдар кейбіреуі ішінде өзгеріске түседі. Бұл енді үлкен ғылым ғой негізі жігіттер. Үлкен ғылым. Бұлай сырттан бәрі адамдар қарай салады да негізі. Бірақ ішінде әрбіреуін бар баппен, өзінің классификациясымен қарастыру керек та. Сондықтан да мен сен жаңа айтып тұрсың ғой, кейбір амалдар бар, который неге қарай, ғұрфқа қарай өзгереді. Я бар өзгеретін, исламда ғұрфқа қарай өзгеретін амалдар бар. Бірақ бір шетінен бізге бірізділікті беріп тұрған исламның өзгермеуі. То есть, қазір кімнің атеистердің, ақылтайдың жақсы мен жаманды определять етуде неге баруы, жаңағы бір өзгеретін нәрселерге баруы, оның санасында конфликт орналастырып тұр да.
А бізде мысалы қазір педофил жаман ба, болды, ол постоянно жаман идеясында тұрады. Оның шығып кеткені де именно тақалып қалды ғой. Ана дәстүр ұстанамын деді ғой. Сіз енді именно сол дәстүрді ұстап алып қайта сұрай бердіңіз ғой. Тіреліп тұрды уже, конфликт болып тұр. Изначально айтылған идеясы опять-таки жаңа өзінің туыстық некеде егер сол дәстүрге бекітілсе қалай қарайсың деген кезде қашып жатыр қайта. То есть тіреліп тұр ғой уже, сосын уже себеп қылып, анау деп мынау деп тыңдамайсың. негізінен мына жерде наблюдать тыңдап отырған адамдар түсінікті деп ойлаймын. шын мәнісінде ше сұрақ қойылып жатыр оның тарапынан. Сіз оған обратно сұрақ арқылы жауап беріп тұрсыз ғой негізі. Дәстүрді аламын дейтін болатын болса онда қазақтың салт дәстүрінде мысалға бала туғанда азан шақырып ат қою, сүндетке отырғызу, өлген адамның жаназасын оқып, Құранын оқып шығарып салу деген ол сол мен соны айттым ғой, егер ол дәстүрді авторитет ретінде мойындап қойса, оған қазір мен дәстүрдегі ислами тұрғылар нәрселерді барып кіргізіп жіберейін десем, отырып мен біреулерін аламын, біреулерін алмаймын. Одан бөлек сана сезім деген вообще өтіп кетті. Сезіммен вообще еш нәрсе алмайды ғой негізі. Просто аузын сөйлей берді, умный болып казаться ету керек болды да, короче. Айтшы да, бұлай ғой, бұлардың абсурдтары да. Дәстүр өзгеру керек дейді ғой. Дәстүрдің бәрі өзгеру керек екен да. Онда қазіргі дәстүр бәрі қате ғой. Ертең өзгереді бәрі. Онда сен қазір, сен табит етіп жатқан дәстүрің қате да ол. Өйткені сен өзгеру керек деп айтасың олар. Өзгеру керек болатын болса, мысалы хитап алу керек деп тұр. Ол өзгеру керек па, я өзгеру керек дейді. Яғни кейін алмау керек па өзгереді да ол сенің ойыңша. Значит, сен дәл қазір сен моральың қате да, бүкіл моральың қате сен. Сондықтан мен кеңес беремін, жігіттер, спокойно кіру керектен, любой, спокойно кіру керектен, сенде логика железная ғой. Просто бұлар бәтік қой ана публикаға ойнайды. Деген идеялар бұларды жамандана ол сөздер ше. Соған подаваться етпей просто мынандай істеу керек дегенім ғой. Қазір білмеймін. Мынандай істеу керек. Просто егер бір жақсы жаман идеясын алып келіп жатса, жалпы бір нәрсені бір продвигать етіп жатса бір идеяны, просто неге сен не олай деп сұрау керек болды. Ол соңынан конституция деп қашады, анау деп қашады, мынау деп қашады, болды, қашап жүру керек. Айта беріңіз сұрақ. Қараңызшы, мысалы, жаңағыдан байқап отырық та, нервштетіп отырық та, жаңағындай қатты бір эмоцияға беріліп, көп байқадық та жекеге өту мәселесі бойынша. Сізден сабырлық, нұршаш тұрыспекәліндей байлық жеңіп тұр да, ол жерде бірінші. Екіншіден, жалпы айтады, әдет ғұрыппен салт дәстүр теңестіріп отыр. Екіншіден, патшаның алдына барса дейді, сені қабылдау мүмкін дейді. Егер Тоқаевтың алдына барсаң, ол сені қабылдамау мүмкін дейді да. Өзі не айтып тұрғанын өзі түсінбейтін сияқты. Патша мен Тоқаевтың айырмашылығы. Екеуі де бір адам, екеуі де бір кезеңде өмір сүріп жатқан ғой, сол кездегі мен қазіргі кезде. Тоқаев та жеке қабылдайды, мысалы, оның премьер-министр де қабылдайды, мысалы, жекеге да. Өз былай сасқан үйрек артынан сүңгіріп отыр, былайға отқанда. В общем, Муслим жақсы, не болса да жақсы материал жиналды үшін монтажға. Нұржан Тазана, мен сіздің бір өткендері бір айтқан нәрселеріңіз бір көріп қалдым ба видеоларыңызда? Қысқасы Ақтайда эфирге шығардыңыз. Атеистердің білімі біткен жерде мұсылмандардың білімі басталады дейсіз ғой? Керемет айттыңыз ғой? Сол мынау, қазіргі қаншама атеистермен дискуссия түсіп жатыр пікірталаста. Сана білімі жетпеген жерде болады ғой? Сендердің Аллаға тақылған келе ма? Құдайға тақылған келе ма? Сендердің білім деңгейлері біткен жерден бастап мұсылмандардың білімі басталатын осы деп. Бұлардың идеялар шығады. Негізі олардың құжаты эмпирикалық әдіспен бітеді ғой, мынау 5 сезім мүшесімен. А біз ар жағында ол біткен жерден ақылды логиканы дедукцияны қосып бекітеміз да. То есть оларды біткен кезде біз негізі логикамен шығамыз да. А олар тұрады сол жерде. Негізгі сол туралы айтқан. Бір қызығы сөйлеп келеді, өз сөзінен өзі қадап қоса. Онда сен қазақ құрметтемейсің бе дейді, вообще өлтірді негізі. Сол қашат. Манипуляция қылып жатыр. Думан қалың қалай? Жақсы, жүрсің бе? Аман есен. Денсаулықтарыңыз жақсы ма, жұмыстарыңыз? Жақсы, аман есен. Қайдасың? Атырауда.
Сен Атырауда дедің негізі? Жоқ, Ақтөбеде жүрдім, Атырауға көштім. Атырауда мен өткенде Атырауға барып кеттім ғой. Көрмедім ғой. Ол кезде мен Қосарда болдым, командир болып көрмей қалдым. Жағдайың жақсы ма бала-шаға? Шүкір, аман есен сол сізге амандасып кетейін деп. Алла разы болсын, Думан, Алла разы болсын. Иә, аман болыңыз. Басқа не жігіттер? Сосын барып мен дұрыс емес сұратacağım қазір, бірақ соны сіз бір минут жігіттерден бір ауыз сұрап алайық. Бауырлар, сұрақ бар ма асты? Бауырлар қонақ болып отыр ғой бізде. Жігіттер Аслан, Мүслім Ереке, жігіттер біраз адам азайғандай үлкен қойық онда. Ау. Рахмет, Алла разы болсын. Болды жігіттер, Алла разы болсын. Нені клип не істеп қойық? Болды. Муслим атеистерді кіргізбе, ана жай адамдар. Кімді шақыр, ақылтаймен сай кеуіп бет жаңағы. Ақылтаймен осыны отырмайық. Айта беріңіздер. Мынандай ғой, қараңызшы, жалпы шетелде жүріп жүрміз ғой, мысалы да, мен өзім енді теологияны бітірдім, магистратураны. Көптеген диспуттарға түстім, ағылшын тілінде де түстім, орыс тілінде де, диссертацияда. Бірақ Европа, Американың атеистерімен көбінесе сөйлескенде, олар ақиқатты қабылдай біледі да. Яғни жүректерінде тыныштық жоқ, бір ақиқатты іздейтін сияқты, аңсайтын сияқты да. Кез келген бір мысал келтірсең, соған тоқтайды, сенің сөзіңе кішкене сабыр етеді, кішкене мәдениеттілік бар да. Менің ойымша біздегі атеисттер бұлар бір неде проектте отырған немесе жаңағындай бір ақшаның соңында, бір жоқшылықтың соңында жүрген адамдар сияқты деп ойлаймын. Көп байқайтыным, кезінде осыдан бір ата-бабамыз алаш аталарымыздың кезінде сол 50-ші жылға дейінгілер қаншама қазақ ата-бабаларымыз сондай қиын кезде дінді мықты ұстады да. Қазір осы тек қана бұлар тиктокта, осы соцсетте, фейсбукта шектелетін сияқты мен ойым. Былай жеке өмірде бір таңыршы көрмедік, мысалы да өмір сүріп жатырмыз, бір атеисті көрмедік. Өйтіп бір атеисті көремін, ол жаңағы бір СССР-де қалып кеткен, соның несінде жүрген адамдар болып шығады да. Қазір жастар бір сондай жетегінде жүрген сияқты, жоқшылықтың жетегінде. Жақсы, сау болыңыз, ұстаз, Алла разы болсын. Мұслим, Алла разы болсын. жаңағы сұрақ қойып не осы. Айта бер, мой болса айта бер неңме. Олар мен бір таңғалатынша шариғат деген нәрсе не екенін білмейді, сұра береді. Негізі мен енді қателесуім көп, шариғат деген бұл Құран хадиспен негізделіп, бірақ сол тұрғылықты жердің және сол заманына қарай халықтың дәстүрлерінде соның бәрін ұштасқан бір ортақ заң емес пе негізі шариғат негізі ғұрыпты өзімен бірге қамтиды. То есть шариғатта бір раздел бар, который шешу мәселесін ғұрыпқа қалдырады. Мысалы, енді біз шариғат дейміз, Алланың заңы дейміз ғой. Бірінші кезекте Алланың заңы тұрады да, бірақ кейбір мәселелер тұрады да, шариғат тұрады еді. Ғұрыптық мәселелерді шешесіндер дейді да, ғұрып дұрыс деп тағайындап қояды шариғаттың өзі. Мысалы, мынандай вопростар бар. Бір кісі өзінің қызының несін жасап береді, үйленген кезде не жасау ма, жасау дей ма, жасап береді. И болмаса мына бір кісі қызға сөз салу мақсатымен бір сыйлық алып келеді да, сөйтіп екеуі кездесіп келісіп кетеді, үйленеді екен, сыйлықты беріп кетеді, бірақ кейін қыз
үйленем деген идеядан қайтып кетеді. Осы кезде сыйлық қайта ма қайтпай ма деген вопростарда негізі кейде ғұрыптық мәселелерге шешеді. Енді ол ғұрыпта қайтылатын бе еді қайтылмайтын бе еді, соған қарасын деп шариғат тастайды сөйтіп. Сондықтан да ғұрыфты негізі шариғат есепке алады, белгілі түрде оған ғұрыфқа не берілген, қоғамның өзінің дұрыс деп тапқан нәрсесіне ақ пен қараны ажырату идеясы берілген. Оның шариғаттың өзі құптап отырады. Жалпы содан кейін жаңа неге қатысты айтайын дедім да, мен бір ойыма бір нәрсе келіп тұрды да шығып кеткені. Жаңа кімге қатысты, аты кім еді? Ақылтайға қатысты. Айтпағым. Тағы да бауырлар, негізі сіздер барып олардың нелеріне кіріп, смело мынаны заявлять етсеңіздер болады. Енді бірақ өздерінде негізі арабша білмегеннен қиын шығар, бірақ негізі арабшасын бермейінше ол үкім шығара алмайды. То есть ол аудармадан үкім шығару жоқ, шариғатта жоқ, аудармадан үкім шығарылмайды ешқашанда. Ол саған бір нәрсені шариғаттың дұрыс еместігін, ол мағынасын аудармадан алып келіп жатыр ма, бұл вообще қарастырылмайды бұл мәселе. Оған айтамыз, өйткені араб тілінің әрбір әрпінде негізі, мына Құран мұғжиза дейміз ғой, оның мұғжизалығы сыртқы формасында да сақталады да. То есть қазір біз оның Алланың кәләмі деген кезде, біз оның сыртқы формасымен Алланың кәләмі деп отырық. Егер ол сыртқы формасынан жаңағы букваның әріптерінен сен аударып, кириллицаға өткізетін болатын болсаң, және аударым бағанасымен шығаратын болсаң, онда оның Құрандығы кетеді. Сондықтан да ол негізі қазір аударып беріп тұрған кезде саған Құранда келіп тұрған жоқ, ол просто аударманы айтып тұр. Сіз жауап бермесеңіз болады, неге? Өйткені ол Құран емес және ол хадис емес, негізінде. Значит, оларына жалпы түсінігі қате ғой, жаңа шариғаттың тек қана Құран алынады, ортақ. Салт дәстүрдің бәрі қамтыған ортақ содан заң ғой, негізі заң жүйесі. Ол шариғат ешқашанда негізі ғұрыфты тастаңдар деген идея қоламайды ешқашанда. Одан кейін мынандай идея, мынандай тұрады да әңгіме. Бұл кісілер жаңағы хадисті не болмаса жаңағы Құранның аятын мағынасымен алып келген кезде бір абсурдты шығарғысы келеді ғой. То есть мына хадистің келген абсурд мағынасы исламда келген, демек исламда мына абсурд мағына келетін болса, исламда абсурд деген идея шығарғысы келіп тұр ғой. Бұл жерде тоже компонентна дұрыс емес нәрсе жасап тұр. Ол не жасап тұр? Олар, мысалы мен айтсам, мысалы, мына үлкен футболкада, мына футболканың кішкентай бөлігі қара болатын болса, демек бәр футболка қара деген сөз ба? Жоқ, бәр футболка қара деген сөз шықпайды, бірақ бүкіл футболка қара болатын болса, онда кішкентай бөлігі де қара болады да. Олар қазір тұрады да бір аятты не болса бір хадисті алып шығады да, сол хадистің дұрыс еместігін көрсету арқылы бүкіл исламның дұрыс емес дегенді шығарғысы келеді да, бірақ ол бір хадис, ол бір аят, который ол түсінбеген да. Сен онымен исламның жамандығын шығара алмайсың, өйткені ол біреу да. Сен наоборот исламды жаман, дұрыс емес деу арқылы аятты дұрыс емес дей аласың, және хадисті де дұрыс емес дей аласың. Бірақ бір хадистің не болса бір аяттың сен дұрыс емес деп бір десең бекітуің, ол бекітілмейді да, бірақ бүкіл исламды жоққа шығара алмайды. Өйткені бұл абсурд тоже, бұл дұрыс емес нәрсе. Ол просто алданбау керек оларға. Алданбау керек. Ұстаз, бір сұрақ бар да менде. Мысалы, бізде диспут жасаймыз ғой. Мысалы, бір адам келіп, өзі сенбейтін бір ұстанымда, өзі сенбейтін ол нәрсеге сенімге, өзі сенбейтін сенімдегі бір нәрсені алып келіп, соны дәлел ретінде ұсына ала ма? Дәлел ретінде бұл жерде енді мынандай нәрсе бар. Мына логика ілімінде, айлмун назар, сөз талас тартыс ілімінде сен нападающий сторона бар, және ответчик бар, заявшы ответчик бар. То есть мына жақта сен бірдесе заявить етсең, оған дәлел алып көрін керексің да, бірақ мынау защищающий сторона болады. Сен қазір өзіңдікі емес, сенде ол негізгі ереже жоқ, бірақ басқа біреуде бар, соны қолдануға бола ма, болмай ма деген мәселеде ғалымдарымыз айтады, защищаться ету мәселесінде болады да, бірақ біреуге міндеттелу мәселесіне қарастырылмайды ол. То есть сен басқа біреудің сенімін, болмаса басқа біреудің ережесін өзің сенбейтін алып, біреуге міндеттей алмайсың. Бірақ саған нападать етіп жатқанда сен айтуыңа болады, ана жерде неге істемей тұр, ана да былай ғой деп айта аласың да негізі.
жалпы логика дұрыс емес қой да. Мысалы жоқ міндеттей алмайды. Ол исламға сенбейтін адам бір хадисті алып келіп саған дәлелдерін алып келе ме, өйткені ол оған сенбейді өзі, дұрыс қой. Дұрыс. Оның кеше ғана Ысқақтың мына жер құмбастан шығады деген идеясын хадисін естідіңіздер ма? Ол сол кезде не айтқысы келіп тұр? То есть күн батыстан шыққан кезде о бәріне бірдей көріне ме, бәріне бірдей көрінбей ме идеясын айтқысы келіп тұр ғой. Бәріне бірдей көрінеді десең, онда жер плоский деген мағына шығады, а жер плоский деген мағына болатын болса, онда бұл абсурд, демек ислам абсурд деп айтқысы келіп тұр ол негізі. Бірақ енді бұл жерде ол мағынаны қашан шығара алады? Когда хадис құжат деген кезде. То есть бұл хадис құжат ретінде қабылданып, одан кейін барып олмаған былай шықты деген хадисті алып келетін болса, мен алам. Өйткені ол жерде нападать етіп жатыр, ол бірдесен заявить етіп жатыр да. А олды қарастырылмайды ол кезде ол. Негізі бұлардың жақсы тактика егер Құран хадис әкелетін болса, анда келістіру керек та. Екі нәрсе бар ғой, сіз ақыли және нақли дәлелдерді. Егер сен осы ақыли дәлелді, нақли дәлелді қабылдап тұрсаң, полный 100%, мен осы Құран или хадисмен қабылдаймын, давай осы бойынша сөйлесейік, келістіріп алуға тырысу керек. Келіссе болды, айтасың, мені Құранда Алла тағала мен бармын деп қабылдайын деген секілді. Иә, тура сол, молодец, осы идея негізі. Егер сен қазір маған құжат қылып әкеліп тұрсаң, онда мен саған қазір бұны құжат қылып берген кезде сен оны итерме қазір деп. Иә, бұлар оны құжат мойындамайды, бірақ саған өзі мойындамайтын нәрсені алып келеді, кеп алып келеді. И ол еще аудармасына келеді, ол вообще дұрыс емес нәрсе негізі. Бұларға просто канал кіреберістен есікті жауып, вообще негізі не дұрыс емес, әңгімесін айта алмайсың деген сұрақ қою керек. Ұстаз, кешірім сөзімше, бұлардың тағы бір проблемасы, тобырлық мышление қатты көбейгенде байқап жүрген, асты бағанадан да көріп отырсыз ғой. Адамдардан да ақиқат іздеп жүрген жоқ, негізі көп адамдар ше. Өзі ашып, кітапты қарап, расымен де Құранда оның шын немесе. Мен обычный нәрсе түсінбейді да. Бұлар Құран дегенге, мұсхах дегенге дейін әлі дұрыс ажыратып жүрген жоқ та. Құранның оригиналы жоқ дейді ме айтам, Құранның оригиналы бар деп жатырмын да. Сөйтіп олар ойлайды да, мені келтіргім келіп тұрды, қан дәлелдесе, мен Фатиханың бірінші аятын айтсам болды да, мен дәлелім бар да болды. Соответственно, олар сол зерттемейді да былай айтқан кезде, әрбір нәрсені ашта қарасыз айтып жүрген. Имам Насафи өзінің кітабында айттыңыз ғой, келтіріп, мен басқа адасып жүрген адамдардың да дәлелдерін алып келемін, что мен фанатик деп ойламас үшін. Соответственно, все сравнение білінеді. Ақиқат деген нәрсе екі нәрсені салыстыру арқылы білінеді. А бұлар тек өздерінің позицияларына тұрған болды. Қарсы тараптың кітабы, оның аргументі, оның дәлелі деген нәрсе қарағылар келмейді. Ол проблема да ол нәрсе ше. Болды. Ол енді түсінікті бұл кісілердің несі. Сен енді мүслим саған айтайын, сен кімді Ақылтай мен Ысқақта шақыра бер. Жалпы анда кейде тағы осы онлайнда рұқсат берейікші оларға сөйлесуге. Егер кездесем деп жатса да болашақта маған бір жазасаң, мен негізі сөйлесуге дайынмын. Бірақ бұларды жаңағындай ғой. Бұларды қазір үндемей қалсаң, бұлар елдің алдында әбден үндемей қалғандарды масқара үйреніп қалғандар ғой. Тура өздерін жасағандарын жасау керек. Әйтпесе білімсіз екенін көріп тұр ғой бұл баланы. Сосын барып мынандай нәрсе бар да, сол жаңағы Сайфи деген думан бар ғой. Иә. Бұл жігіттің мен жаңағы ең бірінші сөйлескен кезде, сотқа түскен кездегі мынандай логикасы таңғалдым да менше. Мен мына әлемнің қалай жаратылғанын білмеймін дейді. Бірақ сен де білмеймін деп айту міндеттісің дейді. Өзің білмей тұрып біреу мен де білмейтін нәрсе сен де білмеу керексің деп условия қойып қашалды негізі логикаға сай келіп негізі дұрыс емес қой негізі. Оларға сіз айтып жүрген мынау нәрсе мен бір ой айтып көрейікші, дұрыс емес екенін білмеймін, бірақ жалпы өзімнің ізденісімен оқумен примерно мынандай ойға келдім да. Біздің әлемді көріп тұрмыз да, что бар, что өзгеріп жатыр, что қозғалыс бір екіншіге ауысып жатыр, басқалады аяқталып жатыр деген секілді. И жалпы логиканың заңдары бар, төрт логиканың заңы. Осы жерде айтылады, төртінші заңды бір себеп болу керек, бір болмыс, бір зат бар ма, болды, оның себеп болу міндетті болды. Одан кейін физиктерде ол нәрсе келеді, үшіншіліктің связи деген секілді. Айтамыз да, біз осы нәрселердің бәрін көріп, біз бір жаратушы бар деп айтамыз. Және осы біз айтып тұрған сөзіміз дұрыс деп айтамыз.
Енді атеист адам жаратушы жоқ, Құдай жоқ деп айтқан кезде біздің дұрыс деп тұрғанымыз дұрыс емес деп тұр ол. Енді біреуге бір затын дұрыс емес деп тұрса, ода дұрыс жауап болуы міндетті. Бірақ кеше Ақылтайдан да, Сайфиудан да ол нәрсені көрмейміз, то есть әлемнің қалай пайда болды дегенді білмейміз. И онда олар қаяқтан атеист олар. Олар атеист емес олар. Олар ақымақ, таза ақымақ адамдар ғой. Өйткені ақыл есі дұрыс адам өзі білмесе, басқа біреудің дұрыс емес деп айта алмайды, ол хақы жоқ оны айтуға болады. Осы нәрсені білмеймін, түсіндіре алмады. Олар былай айт, кемекші. Логикамен ұстаңыздар, просто логикамен ұстаңыздар. Бұлардың әлсіздісі сол логика ғой. Егер логиканы құжат ретінде мойындаса, онда Алла бекітіп тұр. Негізі бұл бағана Ақылтай Құдайдың бар екенін бекіттім деп айтқан маған негізі. Бекіттім деді ол маған жаңа. Бекіттің ба дедім, бекіттім деді. Мына нәрсе бар да, ұстаз, қараңыз. Мына әлемде өздігінен пайда болған еш нәрсе жоқ да. Барлық ғылымның өзінде причинно-следственный связь деген нәрсе бар. Бір нәрсенің пайда болуы, бір нәрсе причина болады да. Ол даже ғылымның өзі ешбір нәрсе өзінен пайда болмайды. Атеистер айтады, әр нәрсе өзінен пайда болды. Енді оларда шынымен олар мақтанады ғой. Біз атеистер ғылыммен айналысады, атеистер жапыңызда ғылым, атеизм деген ғылым деп. Ғылымның оларға қарсы да негізі. Ғылым қарсы, ғылым қайшы негізі атеизмге. Атеизмге ғылым болмау керек. Өйткені ғылым бұл факт жинау және түсіндіруден тұрады. Бұларда факт жинау бар да жаңа көруге. Бірақ түсіндіру бұл логика ғой, дедукция. Ол жоқта, оны олар құптамайды. Егер құптаса, Алла бар болып шығады. Сондықтан да бұлар негізі атеизм ғылымға ешқандай қатысы жоқ. Бұл логиканы мойындап, дедукцияны мойындап тұрған дін негізі ғылымға итереді. Сосын барып, мынау мәселе бар да, сосын жаңағы бағанағы теория эволюциясында нәрсе бар да. Жаңағы былай айтады, бір нәрседен екінші нәрсе күйден күйге өтеді дейді ғой. Күйден күйге өтеді. Ондай болатын мынандай нәрсе бар да. Күйден күйге өтіп жатқан кезде, значит, жаңағы бұлар анау эволюцияны бейімделу, адаптация деп түсіндіреді ғой. Значит, мына первый версиясы, ол уже адаптациядан өтіп кетті да, сосын барып усовершенствовать етіп, басқа күйге өтіп адам шықты дейді да. Ондай болса, бұл логикаға қалатын болсақ та, алғашқы бірінші версиялар маймыл жоқ болып кету керек қой негізі. Маймыл жоқ болып кету керек. Оның алдындағы нелер, тізбектегі жаңағыдай цепочкадағы жануарлар бәрі жоқ болып кету керек негізі. Шындап келген кезде, өйткені уже ол адаптациядан өте алмай қалды ғой негізі. Иә, ол да бар, дұрыс айтасың. Бірақ бұл жерде тағы мынандай ғой, бұлар наблюдать етті да ұқсастықты тапты ғой енді. Содан кейін ұқсастықты тапқаннан кейін дедукция арқылы бұны эволюция деді, нәтиже шығарды. Бірақ бұлар дедукцияны мойындамады, бұлар қазір негізі эволюцияны да мойындап тұрған жоқ. Негізі өздерінің идеялары өздеріне қарсы шығып тұр негізі. Бұлар просто жігіттер жеңіл негізі. Просто мынандай бәлдік айтыстарда мынандай надандар бар ғой, мына Ақылтай сияқты. Оларға просто аузын жаптырмау керек. Тәкаппар ғой негізі. Бұлай тыңдайтын адам болса тыңдайсың ғой, үндемей. Бұлар қазір қулыққа салып, бүйте салайын деп тұр да былай. Бүйттім, сөйттім деп. Оларға міндет Я провокацияға шақырып отыр ғой, қайта жекеге өтіп. Иә, ол үндемей қалсаң, ертеңгісін ол исламға бір кішкентай не болып қалатын сияқты да, мен бүйттім, мен үндемей қалды, үйттім деп. Сондықтан да бұндайлардың негізі қалай өздері амал жасайды, тура сол өздеріне қайтарып беру керек қой. Негізі дінді түсінуге келген адам болатын болса, онымен әдептілік сақтап көрсетуге болады, түсіндіруге. Бірақ мынандай бәрін біле тұра әдейі тәкаппарланып және әдейі исламды жамандап жүрген адамдарға тәкаппар болған дұрыс негізі. Бірақ андай тәкаппар емес, шектен шығу жігіттер. И одан кейін біз бағана қазақтың ғұрфы туралы әңгіме айттық ма, естіп жатқан жігіттерге айтып келіп отырғаны қазақтың ғұрпы туралы әңгіме айттық. Мен ана қазақтың ғұрпын ұстансаң онда өзгереді ғой деп, мен как будто қазақтың ғұрпын сыртынан қолағандай болдым. Бірақ бұл біз қазақтың ғұрпы дұрыс емес деген сөз емес жігіттер. Қазақтың ғұрпы сыйлаймыз және мен басында айтқандай қазақтың ғұрпы негізі фильтрациядан өткен ата-бабамыздың жолы, который уақыттың сынымен ақталған жол ғой. Былайша айтқанда біз
сол жол дұрыс осы заманға дейін қалған болатын болса онда дұрыс жол деген идеясымен біз оны ұстанып және біз оны құрметтейміз. Шариғатқа қайшы емес болса әрине. Сол жігіттер, басқа айтарым енді мен бағана дос күтіп жатқан адамдарды уже жарайды деп қалды енді, бірақ мен сонда да барайын, ренжімесеңдер. Жақсы ұстаз, Алла разы болсын. Болды. Бұл надан, ақылтай мен ысқақтар негізі мұсылманның м деген әрпін көрген кезде қашатындар қылу керек қой негізі. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Аман болсын. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Аман болсын. Машалла, керемет болды. Алхамдулилля. Аналар кәдімгідей бір боқтанып, деп. Басында әдемі жақсы басталып, сосын өзінің тактикасын қолдандың. Дұрыс болды негізі. Қашқасын дейін жасаған ол. Деген тәртіпсіздік, деп бірінші кезді жүріп Кім біреу келді ма жігіттер? Кім келді? Астананың қасына біреу келді ма? Ақылтай кетті ғой? Ақылтай келді ма? Бір сағат келіп, отырып, сағат